Қазақстандық кәсіпорындар көбінесе жеке дара жұмыс істейді. Олар тендерлерге өздері кіргісі келеді, тендерларға, яғни бір-бірімен кооперацияда, бір-бірімен бірге жұмыс істеп, бір-біріне көмектесу жағынан кішкене сол жерде олқылықтар бар. СТКЗ сертификатының мәселесі, мысалы, біз қараймыз заводтарды таңдаған кезде құрылғының пайыздылығы 55%. Енді 55% деген ол өте жоғары айналып келген кезде. Бірақ қарасақ, металл Ресейдікі, жұмыс күші жартылай Қазақстан, жартылай басқа елдің адамдары болады. Жоба бүкіл барлықтары ол шетелде істелінген. Компания өзі жартылай Қазақстан, жартылай шетелдік. Қалай ол 55% деген не келеді? Яғни біз әлі о жағын ол деңгейде әлі тексеріп қарай алмаймыз. Методика жоқ, иә? Методика жоқ. Біздер жобалар, жергілікті қамту, әртүрлі жобалар, жергілікті қамту, дамыту мәселесі бұл жобаға байланысты, немесе белгілі бір компанияның өзіне байланысты, және административдік шешімдерге байланысты болып тұр да. Өз байқасаңыз, жергілікті қамту мәселесі жүйелі түрде жұмыс атқарылмайды. Мен осыны қарадық біз. Яғни біз Сауд Арабиясының соңғы 20 жылдықтағы жеткен нәтижесін қарадық. Олар 35-тен 70%-ға дейін жергілікті қамтуды көтерген. Бұл тауарда ма, әлде жалпы? Жалпы тауардың қоса санаған кезде толығымен. Қазақстанда бір жобалардың үлкен мәселелері бұл фит кезеңін, яғни фронт-энд инжиниринг дизайн дейді. Фит кезеңін аттап өту. Көбінесе фит кезеңін компаниялар, қазақстандық компаниялар көбінесе фит кезеңін қатты мән бермейді. Немесе жаңағы сараптамадан өткеннен кейін құрылысқа кіріп кетуге тырысады. Ол кезеңге дамытуға көп уақыт кетірмейді. Яғни оны ойлайды, фит бізге керек емес деп. Бірақ енді шетелдік тәжірибеге сүйенсек, фит кезеңі өте маңызды. Қазақстанда тек қана 2 завод өздері ASME бойынша сертификаттан өткен. Ал қалған компаниялар көбінесе ГОСТ стандартпен жұмыс істейді. Яғни жергілікті кеңес дәуірінен қалған стандарттар. Кеңес дәуірінен қалған жергілікті стандарттармен жұмыс істейді. Яғни оларға ASME стандарттармен берсек, олар бізге жауап қайтпайды, немесе оны қарастырмайды. Оларға тек қана ГОСТпен. Бірақ түсінесіз ғой, егер жобаның құны өте жоғары болса, шетелдік инвестор қатысатын болса, бұл жерде бізге автоматты түрде API және ASME стандарттар керек болады. Себебі шетелдік инвесторлар олар жоғары қауіпсіздікті талап етеді. Қадірменді көрермен, оқырман, көптен бері біздің подкаст қонақтары. Жуырда біз белгілі бір себептермен пауза алдық. Қазір енді сол сұхбаттарымызды қайтадан қолға алып жалғастырамыз. Өзіміздің жаңа қонақтарымыз бар, жаңа сұхбаттарымыз бар. Соны тамашалауға сіздер шақырамыз. Бүгінгі қонағымыз Данияр Мәукенов мырза. Данияр мырза, қош келдіңіз біздің сұхбатымызға. Данияр мырза 15 жылдан аса мұнай-газ саласының маманы, майталманы. Қазмұнайгаз инжиниринг компаниясында жоба менеджері қызметін атқарып келеді бүгінгі таңда. Бірақ осы ұзақ жолыңызды бір сөз кезек сізге берсек, Данияр мырза, бастап кетсеңіз. Қайырлы күн, Абеке. Қош келдік. Осы подкаст шақыруыңызға көп рахмет. Енді өзім жайлы айта кетсем, негізі ауылдың баласы болам. 2005 жылы Кеңсай ауылы, Шығыс Қазақстан облысында, Зайсан деген жерде, ең Қытайға жақын жерде. Сол жақта негізі мектеп бітіргем, алтын белгімен. Енді балалық шағымда жаңа мұнай саласын неге таңдауымды ойланатын болсақ, енді анам менің физик-математик мектепте мұғалім болды. Біздің кезімізде ауылда, үйде кітап библиотекасы болса деп айтам. Физика және математика саласында үлкен бір кітап қоры болды. Сонда кішкентай кезден бастап кітап қорымен сусындадым. Соны оқыдым.
енді ауылда ол кезде интернет жоқ, ол кезде телефон ештеңе жоқ, тек қана сол кітап қоры, кітаптың несі көзі десе болады. Сонымен белгілі бір деңгейде өзімді өзім дайындап не істедім. Енді қызық болған жағдай, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалған кезде мен далада қой жайып жүріп, ұлттық бірыңғай тестілеуінің соның сұрақтарын қарап, сол сұрақтарға дайындалған едім. Өзіміздің ауылымыз кішкентай. Жайлауда дейсіз ғой? Жайлауда жүріп дайындалдық. Енді сол күшке салып, ауылдан бірінші болып алтын белгі иегері атандым. Сол үйде дайындалып арқылы. Жалғыз дейсіз ғой? Жалғыз алтын белгі иегері екенмін, қазір маған айтып жатыр. Ауылымыз кішкентай, Зайсан ауданының, Зайсан қаласының қасында Кеңсай деген ауыл. Бір 1000 шақты тұрғыны бар, кішкентай шағын ауыл. Сол ауылдан шыққанбыз. Сол қой бағып жүріп, ұлттық бірыңғай тестілеуден өзіме керекті балды алдым. Кейін Алматыға түсуге арман болды. Алматыда сол кезде ең бір престижді деген оқу орны Қазақстан Британ техникалық университетіне тапсырдым. Қазақстан енді КБТУ ол кезде бүкіл Қазақстаннан алтын белгі иегерлерін жинап алған толығымен. Дүркіреп тұрған кезі КБТУ 2005 жылы Алматыға жеттік. Алматы сол жаққа документ тапсырам. Ол документ тапсырған ол өзі бір жыр болды. Басында бірінші отбордан өтпей қалдық, яғни бірінші неден. Екіншіге өтіп, мен жалпы конкурстан қарасам, мен спискте болмадым. Кейін КБТУға қайтадан хабарласып сөйлескен кезде маған айтады, сіз ауыл квотасымен неге түстіңіз дейді, мұнай-газ ісіне түстіңіз, документтеріңізді әкеп тапсыра беріңіз, оқуға келіңіз дейді. Маған енді ол бір сюрприз сияқты болды өзіме. КБТУ енді үлкен конкуренция, ол жерде бүкіл сен тұр мен атайын деген сияқты барлығы бір-бірін не істейтін мықты оқушылар болды, студенттер. Сол студенттердің арасында енді конкуренция мықты болған кезде сапа дамымай қоймайды, сапа дамиды. Сондықтан енді біз шын айтқан кезде мұнай-газ ісін жақсы меңгеріп шықтық ол жерде, өзіміздің деңгейімізге сай, Қазақстан деңгейіне сай. 2009 жылы ойдағыдай бітірдік. Содан 2009 жылы мен Алматының өзіндегі Казгидронефтетранс деген инженерлік компанияда жұмысымды бастадым. Ол жерде қай жылдары? 2009 жылы, 2013 жылы. 2005-те КБТУға түстіңіз? 2005-те КБТУға түстім. 2009-да КБТУды бакалавриат бойынша бітірдік. Жақсы нәтижелермен бітірдік. Және Казгидронефтетранс деген компанияға кейін Алматының өзінде сол компанияға жұмысқа тұрдым. Инжиниринг саласы, жобалау. Ол компанияда енді қызықты бір Қашағанның Қашаған жобасына қатыстық, жобалауына. Кейін FGP және ТШО-ның жобасының тендеріне құжаттар дайындадық. Одан кейін енді қазақстандық компанияның енді бір минусы, ол даму саласы, даму несі жол көрінбейді. Сондықтан қиын болды ары қарай даму. Енді өзімді түсінгенім, болашақ бағдарламасы ол кезде бағдарламасымен магистратураға бару мүмкіндік ашылды. Ары қарай инжиниринг саласында немесе басқа салада өзімді дамыту үшін шетелде опыт жинау керек, ағылшын тілін дамыту керек. Сол үшін мен болашаққа тапсырып, ағылшын Шотландияда Роберт Гордон университетіне өзім соған бардым, соған түстім. Енді Роберт Гордон университеті ол Абердин қаласында, Шотландияның солтүстік теңіз операциясының, енді ол айтады, Европаның мұнай астанасы дейді. Солтүстік теңіз операциясының бірден бір сол жерден басталады. Сол жағымен қызық болды да, біз сол жақтан Роберт Гордон университетіне тапсырдық. Роберт Гордон университеті енді Қазақстанмен де байланысы жақсы болды ол кезде. Бүкіл енді Қазақстанмен салыстырып айтқан кезде бізде индустрия мен университеттер кішкене бір-бірімен алшақтау. Бірақ ол жерде мен байқағаным, шетелдік университеттердің индустриямен байланысы тығызда. Әр апта сайын біз жаңағы сервистік компаниялар болсын, жергілікті оператор компаниялар болсын, солардың офистарына барып, олардың базаларына барып, біздің көзімізбен мысалы
белгілі бір операциялар жасалынып жатса, олар бізді шақыратын. Жаңа магистрант студенттерді шақырады, кейбір қатыса алуға болатын жерлерге қатыстырады, көрсетеді, сөйлеседі. Сол жағынан тәжірибе алмасуға, көзбен көруге бірден бір жақсы мүмкіндіктер ашылды. Көзімізбен көрдік. Сол енді маңызды болды, иә. Нағыз тәжірибе дейсіз ғой. Иә. Сол жерде операциялық. Иә. Негізі мен біздің қонақтардың көбісі, Данияр мырза, сол КБТУ несі түлегі. Бұл Қазақстанның бір несі ғой енді. Иә. Мықты кадрларды дайындаған ошағы деп айтсақ болады. 2000 жылдардың басында оған не жоқ, күмән жоқ. Сосын жаңағы Роберт Гордон университетінің негізі Қазақстан Британ техникалық университетінің ашуына үлкен үлесі болғаны айта кетіледі. Соған сіз өзінің қайтып бұлағына барып отырсыз ғой. КБТУдан бастап, сол түлегі болып, қайтадан сол Гордонда оқуға сізге магистратурада. Иә. Енді бұл жерде Қазақстан Британ техникалық университетінің өзінің базалық, яғни білім беруге негізі жақсы болды. Бірақ енді мұнай-газда үлкен конкуренция болғандықтан белгілі бір айырмашылықтар керек болады. Оның ішінде ағылшын тілі, оның ішінде халықаралық компанияларда жұмыс істеу, халықаралық жобаларда өзіңді өзің көрсете білу. Сондықтан бізге енді келесі даму кезеңіне өту үшін мен өзім байқағаным, шетелде барып жұмыс істеп, немесе шетелде барып оқу оқып, магистратура ретінде сол даму кезеңіне өту керек болды. Сондықтан сол себепті мен жаңағы Шотландияда Роберт Гордон университетін таңдадым. Өйткені жергілікті студенттердің айтқан отзывтарына байланысты, нелеріне байланысты олардың несі жақсы, университетінің рейтингі жақсы болды өте. Одан басқа мен өзім таңдағаным мұнай-газ саласының ары қарай мен жалғастырдым. Өзіме керекті жаңа бағдардағы методикаларды, әдістемелерді үйренуге мүмкіндік ашылды. Және болашақ бағдарламасының, яғни осы жердегі бір көмегі деп айтуға болады. Одан ары қарай сіз жалпы негізі Англияны таңдадыңыз. Англиядағы осы сіздің оқуыңыз келешекте жұмыс істеуіңізге, ой өрісіңізге, және жобаларды басқаруға қандай әсері болды деп ойлайсыз? Енді болашақпен шетелде оқу біріншіден үлкен мүмкіндік. Одан кейін неге Англияны таңдадым? Және шын айтқан кезде енді британдық тәсіл, британдық методика маған өміріме әсер етті. Өйткені 10 жылдан астам британдық компанияларда кейін жұмыс істедім. Енді Шотландияда оқудың өзі үлкен ауылдан келген, яғни Қазақстанда ғана оқыған студент үшін бұл көкжиекті үлкен ашты. Жаңа айтқандай сервистік компаниялардың, басқа компаниялардың операцияларын бір жерден көру, бір базада отырып, бір қалада отырып, әр аптада не болып жатқанын көру, ондай мүмкіншілік мысалы Алматыда жоқ. Сондықтан ол жерде үлкен бір екіншіден енді солтүстік теңіздің операциялары өте бір әлемдегі ең қиын операциялардың бірі. Ол жердегі негізі мәселелер өте күрделі. Сондықтан оның қалай шешілгені, оның енді мен барып бірінші қарағанда Абердинде музейлерін барып араладым. Мұнай-газ бойынша оларда музейлер ашылған. Сонау 79 жылдан бері Маргарет Тэтчердің кезінен бастап музейлерде барлық сақталған. Қалай келді, қалай америкалықтар келіп оларға көмектесті басында. Өйткені Британия өзінде тоже мұнай саласы, теңіз операциялары кішкене азырақ дамыған болған. Кейін бірақ Британия өзі экспорттаушы елге айналды. Қазір қарап отырсақ, Британияның эксперттері, мамандары бүкіл елде, бүкіл әлемде қызмет атқарып, ең шын айтқан кезде бір жоғары кадрлар, компетенция кадрлар болып есептеледі. Сол үшін. Одан кейін елге оралдыңыз, түсінім бойынша. Одан кейін сол неңіз. Қайтадан бірақ британдық компанияға қайтадан жұмыс істегеніңізді айтамын да, елге оралдыңыз, одан қайта сол бір қызық болып тұр да. Елге оралуыңызға себеп не болды сіздің? Енді біздер болашақ бағдарламасымен оқу оқыдық. Яғни қазір енді көп студенттер шетелде
білім алуын тоқтатқаннан кейін сол жақта қалып қоюды ойлайды, немесе басқа нелерді іздейді. Мен өзім енді ауылға барғым келді. Себебі сол кезде біздің Зайсан ауданында кен орны ашылған болатын. Газ және мұнай кен орны, Сарыбұлақ деген Тарбағатай мұнай компаниясы ашқан болатын. Сол 2011 жылы сол компанияға интервьюдан өтіп, сол компанияға жұмысқа тұрдым. Бірден бір себебі сол да болды. Өйткені Абердиндегі менің дипломым сол компанияның несінде тақырыбында болды. Ауыр мұнай қорын қалай өндіруге болады, соған байланысты дамыттым да, соны ары қарай жалғастырдым. Енді Тарбағатай мұнай компаниясында көп жұмыс істеген жоқпын, себебі енді оларда мен ойлағандай, жаңағы Роберт Гордон университетінде оқығандай практикалар дамымаған түсіндім. Ол жақта енді даму жағынан енді мен практикалық неден өттім, тәжірибе жинадым. Бірақ ары қарай даму үшін, инженер болып қалыптасу үшін негізі қиындау болды. Ол жерде өмір бойы енді шын айтқан кезде кен орнында жұмыс істеп қалып болды. Сондықтан мен британдық компанияларда интервьюдан өтіп, маған Қарашығанақ кен орнында Экспро деген сервистік компанияға жұмысқа шақырдым 2012 жылдары. Сол кезден бастап қайтадан мен шын айтқан кезде британдық модельге, британдық әдістемелерге қайта келдім. Өйткені өзіме сол жақын көрінген. Енді біз Англияда, Шотландияда оқыған, сол жақта үйренген әдістемелерді қолдануды барынша соған тырыстым. Және де жаңағы Экспро компаниясы, одан кейінгі жұмыс істеген компаниялар маған соған мүмкіндік ашты. Экспроға бардыңыз. Ол немен айналысатын? Сервистік компания? Экспро деген негізі сервистік компания. Енді бұл жерде мен ашып өтсем, оператор компаниясы бар. Оператор компания деген мұнай газ кен орнын өндіруші компания. Ол мұнай газды тікелей өндіреді. Бірақ ол өзі толықтай игеруді өзі атқармайды. Оның астында сервистік компаниялар болады. Сервистік компаниялар бұл күрделі жұмыстарды атқарғанға, жаңағы бұрғылау жұмыстары, әртүрлі операциялар, сейсмика, геофизика жұмыстарын, немесе тағда басқа күрделі жұмыстарды, кислотный обработка болсын, сол жұмыстарды сервистік компаниялар жұмыс істейді. Сервистік компаниялардың ішінде енді біз мұнай газ саласында адамдар таныс. Бұл Шлюмберже, Халибертон, Уэзерфорд сияқты әлемге әйгілі төрттік деп айтса болады. Тағда қазір Қазақстанның өзінде де сервистік компаниялар қарқынды дамып келе жатыр. Кейбір нелерді локализациялау есебінен жергілікті компанияларды атқарып жүр. Сол Экспрода жұмыс істеп бастадым. Қарашығанақ кен орнында сервисный инженер болдым. Бірінші жұмысым кен орнының өзінен бастадым. Кейін мені Абердинге стажировка, тәжірибеден өтуге жіберді. Сол жақта солтүстік теңіз операцияларын кейін қайтадан Абердинге барғанда жобаларға қатыстырды. Яғни есеп жасау, сызбалар жасау, жаңа теңіз операцияларын қамтамасыз ету, соларға көмектесу, сол жағын мен біраз өзім тәжірибе жинадым. Кейін сол тәжірибені Қазақстанға әкеп, Қарашығанақ кен орнында соны пайдаландық. Ол жақта да көп жұмыс істемедіңіз, түсінген 1-2 жыл жұмыс істедіңіз, одан кейін? Енді Астанаға келдіңіз. Менің тәжірибем енді оператор компанияда жұмыс істедім. Сервистік компаниядан жақсы бір мектептен өттім. Олар енді шетелге де жіберді, оқытты, барлық нелерден өттім. Дамып деп айтайын. Кейін консалтинг саласы ашылды маған. 2014 жылы маған Астанадан. Енді ол консалтинг саласына келердің алдында 1-2 жобаларға маған консультацияға шақырды. Өйткені Экспроның өзі мысалы well test дейді, гидродинамикалық тексерулер өткізу скважиналарды. Сол жағынан мен өзім экспертность болды, енді сарапшылық мамандық. Соған мені сұрағанда басында тек қана телефонмен көмектесіп жүрдім да, кейін маған жұмысқа шақырды. Осындай консалтинг саласында жұмыс бар, қалай қарайсың деп. Енді ол кезде мен консалтингті дұрыс түсінбейтінмін. Консалтинг ол не, қалай деген кезде. Бірақ енді 3-4 жыл кен орнында жұмыс істеу, одан кейін әртүрлі стандарттармен таныс болу,
жаңағы API, ASME стандарттарымыз бар. Одан кейін Қазақстанның өзінің де жергілікті талаптарын бәрін білу, бұл үлкен бір тәжірибе екен. Сондықтан сол тәжірибенің арқасында маған консалтингтің рөлі ашылды. Соның тағы да британдық консалтинг компаниясына маған жұмысқа шақырды. Тағы да британдық дейсіз ғой. Иә. Айналып келген кезде сол британдық OPC компаниясы да? Сіз айтқаныңыз OPC. Сол компанияда ұзақ бір неңіз болды да? Иә. Сол компанияда 9 жылдай қызмет атқардым. 9 жылдай қызмет атқардыңыз. Консалтинг саласында күрделі жобалармен айналыстыңыз. Үлкен Қазақстанда өзі күрделі жоба деген өзіңіз білесіз, Қарашығанақ, оны жаңа бақылаушы орган бар. Өкілетті орган. Бөлісіп жіберсеңіз сол Қазақстан. Енді бірінші түсіндіріп кететін бұл консалтинг саласымен жаңағы EPC компаниялар туралы айтып кетсем, ашып. Жаңа айтқандай оператор компания, сервистік компания деген бар. Одан кейін күрделі жобаларды дамытқан кезде, күрделі жобаларды салған кезде біздер институттарды немесе инжиниринг компаниялар жобалар жасайды. Ол жобаларды жасаған кезде мысалы жартылай шетелдік компаниялар қатысуы мүмкін, жартылай жергілікті компаниялар қатысуы мүмкін инжиниринг саласында. Мен ең бірінші жұмысым сол инжиниринг саласы болғандықтан жаңа айтқандай Қазгидронефтетранстан бастағам. Соған қайтадан қайтып келдім. Енді EPC компания деген ол жаңағы күрделі жобаларды алып инжинирингін толығымен дамытып, сатып алу, яғни procurement, construction, яғни толық құрылысын аяқтайды. Яғни EPC ол толығымен басынан бастап аяғына дейін дамытады. Осындай үлкен алпауыт компаниялар қазір бізде Қазақстанда EPC компаниялар жұмыс істейді. Көбінесе шетелдік. Под ключ қой, түсінгенім. Под ключ. EPC, под ключ. Яғни жобаларын жасалғаннан кейін EPC ары қарай жобаны толығымен бітіреді, оны ары қарай сатып алады, кейін оны құрылысын аяқтайды. Бұл үлкен, мысалы, газ өңдеу заводтары болсын, химия саласында болсын, немесе мұнай өңдеу заводтары болсын, оны EPC компаниялар өзіне алып контрактпен соны толықтай аяқтайды. Бұл жаңа EPC компаниялар. Енді консалтинг саласы бұл өзім түсіндіргендей бұл негізі тәуелсіз көзқарасты көрсетеді. Консалтинг енді ешқашан бұл бір бағдарламалық қамтамасыз ету немесе басқа бір қызметтер немесе товарлар сатумен айналыспайды. Ол көбінесе объективті бір мәселе бойынша өзінің несін сараптамасын береді. Яғни біз OPC компаниясына келген кезде ең бірінші жобаларымыз бұл PSA компаниясына көмектесіп, яғни Қарашығанақ кен орнын, Қашаған кен орнына байланысты тәуелсіз сараптамалар беру болды. Тәуелсіз сараптамалар енді шын айтқан кезде Қазақстанның мүддесін қорғауға бірден бір көмек болды. Себебі өкілетті орган, яғни жаңағы PSA, бұл әрқашан өздерінің ресурстары, компетенциялары жетпей қалуы мүмкін. Белгілі бір компетенциялар бойынша енді олар шешім қабылдау үшін мына жақтан оператор тұрса, яғни КПО, NCUC-лар тұрса, екінші жағынан жаңағы тәуелсіз консалтинг компанияның сараптамасы тұрады. Сол сараптама арқылы олар өздері белгілі бір шешімдерді қабылдай алады. Жеке меншік не ғой, бір независимый взгляд дейді ғой жөндегі. Тәуелсіз көзқарас. Тәуелсіз көзқарас. Енді консалтинг компаниялардың көбінесе өздерінің беделі болады. Жаңа біздер білетініміз үлкен төрттік бар. Сол компаниялардың одан үлкен төрттіктен бөлек техникалық Финаудит па, жаңағы, Енесенко солар ғой. Солар төрттік. Олар енді өздерінің бағыт, біздің неміз бағытымыз тек қана техникалық консалтинг болды. Техникалық жағынан болды. Яғни PSA-ға осы OPC компаниясы 2015 жылдан бастап әлі күнге дейін мен жұмыстан ол жақтан кеткенге дейін, одан кейін де олар жалғастыруда. PSA, яғни толығымен техникалық сараптамасына сол компаниялардың жүгінеді. Күрделі жобалар арасында қайсы болды сізде қараған? Енді менде Қарашығанақ кен орнына байланысты
жобалар болды. Солардың ішінде бір үлкен мәселесі бар, және маған өзіме қызық болған, бұл енді ана газ өңдеу заводы, яғни жартылай газ өңдеу заводы бар, ГП3 дейді біреулер, газ өңдеу заводы, үшінші завод. Сол заводтың несінде 9 қысқымен жұмыс істейтін жаңа ыдыстар істен шыққан, яғни ақаулар табылған, оларды ауыстыру қажет болған. Сол жобада енді біз өзіміздің байқағанымыз, енді қысымда жұмыс істеп тұрған яғни құрылғыны егер ол істен шықса ауыстыру керек та, бірақ оған шетелдік компаниялардың былай қарап отырсаң қалай оның бәрін санайды, оның бәрін қалай есептейді, оның барлығын қалай бюджетін санайды, барлық мәселелерді қалай салыстырады, қалай шешім қабылдайды, сол жағы қызық болды. Яғни бюджет өте үлкен болғандықтан бізге PSA өкілетті орган бізге көмегімізді сұрады. Біз келген кезде бүкіл жаңа құрылғының тарихын, одан кейін қандай материалдардан жасалған, инспекция қай кезде болған, бүкіл бәрі мәселелерді қарадық. Яғни бұл жерде менің байқағаным, енді жергілікті операторлармен жұмыс істеген кезде бәрі айқын. Яғни құрылғы жұмыстан тоқтаса, құрылғыны ауыстыру керек. Ал неде шетелдік стандарттар бойынша бұл олар түпкілікті мәселеге жүгінеді. Неге бұлай пайда болды? Себебі ертең басқа құрылғыға ауыстырған кезде сол мәселе қайта болуы мүмкін. Сондықтан түп тарихын, жаңағы түп мәселені бірінші қарастырады. Сондықтан бүкіл біз жергілікті халықаралық стандарттар бойынша бәрін қарастырдық. Шешім қабылдау, шын айтқан кезде, бұл бір ғана мәселе болмады, яғни оңай мәселе жоқ. Сондықтан толығымен жан-жақты қарап, жүйелі түрде шешім қабылдауға біз PSA-ға көмектестік. Сіздің басты негізі жобаларды басқарған кезде, енді терминологияларға айтатын болсақ, cost estimation дейді, жаңағы бағаларды шығару, есептеу. Мысалы, үлкен күрделі жобалардағы акционерлер, олар қымбат шығару мүмкін. Сондай бір көптеген не бар, жаңағы жалпы шетел компаниялары жобаларды өте қымбатқа жасайды деген бір көзқарас бар. Сол мақсатта сіздер мемлекеттік мүдденің жәндегі тарапынан қаншалықты ол бағалардың және айта кеттіңіз объективтік екені. Мысалы, мынау қала мысалы 100 теңге болса, олар қаншалықты ол 100 теңге. Мысалы 2-3 теңгеден сату мүмкін, немесе 50 теңгеге сату мүмкін. Сондықтан сол мақсатта сіздер түсінгенім, сіздің жоба бойынша cost estimation дейді, баға және project control дейді. Ол жобаларды бақылау және бағалардың қатты өсіп кетпеуіне жәндегі есептеуді өзіңіздің тәуелсіз бір көзқарасыңыз, айналыстыңыз. Бірақ сұрақ мынандай ғой, неліктен деймін, ірі инвестициялық жобаларда осы бағыт өте маңызды. Көбінесе айтамыз, мысалы үлкен күрделі жобалар қашаған, неге қымбат дейді осы күнге дейін, мысалы соңғы тиын жобасы, оны да кейбір тәуелсіз сарапшылар қымбат деп айтады. Жаңағы ПБР дейді ғой, жәндегі проект будущего, яғни болашақ жоба. Қаншалықты осы бағыт сіз үшін маңызды болды? Соны бір өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісе кетсеңіз. Иә, бұл әрине жақсы сұрақ. Біз енді өзіміз тарихтан белгілі теңіз жобасының несі бар. Теңіз жобасының мәселесі бар. Одан кейін Қашаған жобасының, енді біз білеміз 2000 жылдардан бастап аяғында қанша бюджет қандай өсіп кеткеніне байланысты. Кейін Қарашығанақ жобасында да негізі сондай мәселелер бар. Енді көбінесе келген кезде бұларды енді жаңағы СРП-мен байланыстырады. Бұлар СРП болғандықтан енді көбінесе оператор өзінше бағаларды неғұрлым жоғары санауға, одан кейін көбірек мұнайдан өзінің бөлігін алуға тырысады. Бірақ енді қалай жаңағы мәселе қалай реттеледі дегенде, бұл өкілетті орган, PSA немесе энергетика министрлігі, бұлар шешім қабылдаудың алдында жаңағы тәуелсіз сарапшыларға немесе басқа да бір компанияларға жүгінеді.
яғни осындай біздер ТШО немесе NCUC, КПО өздері белгілі бір ұсыныспен келеді. Осындай біз завод салайық деп едік, немесе магистралды газ құбырын салайық деп едік. Бағасы осынша болды. Бірақ енді шынымен сіз айтқандай, бағалар Қазақстанның жергілікті бағалармен жаңа мемлекеттік халықаралық компаниялардың дамытқан жасаған жобалары әрқашан жоғары тұрады. Оның шын айтқан кезде себебі де бар. Оның енді себебі біз қазір тіпті жергілікті қамту мәселесіне келеміз. Бірақ шын айтқан кезде халықаралық компаниялар өздері миллиардтаған жаңа жобаның өзінің бағасы миллиардтаған ақша қыруар ақша болғандықтан олар оңайлықпен жаңа сапаны немесе сенімділікті, тәуекелдерді оңайлықпен жібере салмайды. Олар 2-3 әртүрлі жаңағы тәуекелдерді басқару әдістемелерін қояды. Өте жоғары және тексерілген құрылғыларды қояды. Одан кейін өздерінің жұмысында олар әрқашан терең бір анализдер жасайды. Яғни толығымен жақсылап олар жобаларды дайындайды. Белгілі бір жобаларды шешім қабылдаудың алдында бүкіл теріс шешімдерді бірінші алып тастап, тек қана дұрыс шешімді қалдыру арқылы шешім қабылдауға тырысады. Яғни бұл әрине бір күрделі, бұған көбірек бюджет керек. Және де айналып келген кезде қазақстандық компаниялармен, қазақстандық жобалармен одан жоғары тұрады. Яғни енді мен жаңағы Қашаған жобасында болған, немесе Теңіз жобасында болған белгілі бір мәселелерді түсіндіріп айта алмаймын. Бірақ неліктен дегенде бірінші сұрақ сол әрине. Өйткені соның ішінде жүргендіктен. Бірақ енді біздің жұмысымыз жаңағы өкілетті органға көмектескенде, кейін 2012 жылдан бастап өкілетті орган құрылғаннан кейін олар әр проектті терең зерттей бастады. Бұрын енді мұнайдың бағасы жоғары болған кезде ол енді Қашаған жобасында немесе Қарашығанақ жобасында мысалы оған дейін қандай шешімдер қабылданғанын енді Қазақстанда мен көп біле бермеймін. Бірақ 2012-2015 жылдардан кейінгі жобаларға біз қатысқан кезде әрбір жобаның бағасын бенчмаркинг арқылы, яғни бірінші Қазақстанның мысалы жобасы қандай, Россиядағы жобалар болсын, Европадағы жобаларға бағасы бойынша қалай сәйкес келеді, соны тексереді. Егер бағасы өте жоғары болса, оны әрине өкілетті орган оны сұрайды, оны компаниялардан. Енді соның мысалы ретінде біз енді көріп тұрмыз, газ өңдеу заводы Қарашығанақтағы, оның бағасы өте жоғары болғандықтан, шешім дұрыс қабылдамағандықтан, шын айтқан кезде шетелдік инвесторлар одан келіспеді, бас тартты. Олардың бір мәселе сол деп ойлаймын. Ол жерде саяси мәселелер көп, бірақ айналып келген кезде ол да бар. Негізі тәжірибесіне сүйенсеңіз, сіздің жобалардың қателіктерін көбінесе қай кезеңде жіберіледі? Жаңа бағаның көп болуы, немесе уақыттың ұзартылып келуі. Яғни басында айтылады ғой, скоп мақсаты, планинг дейді, оны жобалауында, және сосын оның немесе мердігер таңдауда, vendor selection дейді. Осы кезеңдердің қайсында көбінесе қателіктер жіберіледі? Мақсат дұрыс емес па, немесе оның жобалауында дұрыс емес па, немесе оның орындайтын мердігерінде дұрыс емес па? Осы үш кезеңде. Яғни біз күрделі жобаларды дайындаған кезде ең маңыздылығы бұл жаңағы скоп маңызды деп ойлаймын. Өйткені скоп бұл түп тамыр. Скоп егер анық болса, мақсаты, жобасы, жаңағы көлемі, біздер техникалық задание deyip жатамыз. Жаңағы техникалық задание ол техникалық тапсырмалар, ол жаңа контракттың подрядчикпен, жаңағы компаниямен бір бөлігі, контракттың бір бөлігі болып танылады. Ең маңыздысы деп отырмын. Ол дұрыс айқындалмаса, ол дұрыс жаңа шекаралар дұрыс қойылмаса, көлем дұрыс айқындалмаса, кейін ол планинг, яғни дұрыстап жоспарлау сол жағын әсер етеді. Егер дұрыс анықталмаған болса, жоспарлауда қате кетіп қалуы мүмкін. Кейін оған байланысты, мысалы сіздің
скопыңыз дұрыс болмаса, яғни көлемі, жаңағы шарттары, шекаралары дұрыс анықталмаған болса, онда сіз қате вендорда дұрыс таңдай алмай қаласыз. Яғни мен айтайын деген бірінші ол техникалық тапсырманы жақсылап қарау керек. Скоп, яғни көлемді, жаңағы жұмыстың, одан кейін ол жұмыстың шекараларын дұрыстап айқындау керек. Өте маңызды. Ал кейін енді әрине жоспарлаумен дұрыстап мердігерді таңдау, әрине ол өте күрделі мәселе, оны да қалдырмауға тырысу керек. Бірақ айналып келген кезде барлығы сол сізде скопта. Мақсатта, иә. Мақсат дұрыс айқындау. Енді мақсат, мен байқағаным, Қазақстанда бір жобалардың үлкен мәселелері бұл фит кезеңін, яғни фронт-энд инжиниринг дизайн дейді. Фит кезеңін аттап өту, көбінесе фит кезеңін компаниялар, қазақстандық компаниялар көбінесе фит кезеңін қатты мән бермейді. Немесе жаңағы сараптамадан өткеннен кейін құрылысқа кіріп кетуге тырысады. Ол кезеңге дамытуға көп уақыт кетірмейді. Яғни оны ойлайды, фит бізге керек емес деп. Бірақ енді шетелдік тәжірибеге сүйенсек, фит кезеңі өте маңызды. Фит кезеңінде көптеген мәселелер айқындалады. Фит кезеңі бұл күрделі жобаларда әсіресе маңызды кезең болып табылады. Фит деген негізі ТО ма? Документ или ТО ол әлі фит емес? ТО деген көбінесе ол feasibility-ға сай келеді. Feasibility study дейді. Соған сай келеді. Ол концепт. Иә, концепттен кейінгі келесі кезең feasibility ТО. Бұл техникалық, экономикалық жоспарлау деген сияқты келеді. ТО. Одан кейін бар фит келеді, детальный. Одан кейін ТО-ның жалғасы, енді ТО-ның жалғасы не бойынша, енді feasibility-дің жалғасы бұл префит немесе фит. Сонда Қазақстанда көбінесе фитке көңіл бөлмейді, детальный дизайн, не ғой женде, детальный жоспарлау. Біздер енді мысал қалай болады? Көбінесе ТО-ның, яғни ТО-ның нелермен, нәтижелермен біздер EPC-ға контракт беріп қоямыз. EPC-ға бүкіл бюджетті бәрін айтамыз, все осыған байланысты бюджет алып кел, тендерға қатыс, тендердан ұтсаң істейсің деп. Яғни фит жаңа кезеңін біз аттап өткеннен кейін EPC-ға өтіп кетеміз. Бірақ EPC-дің бір қателігі бұл фит кезеңіндегі барлық жобалық шешімдер айқындалмаған. Өйткені ТО кезінде ол тек қана басы. Яғни фит кезеңіндегі көптеген ашылу керек, айқындалу керек, жаңағы қандай технология пайдаланылады, жергілікті қамту қандай болады, қандай компаниялар жұмыс істей алады, қандай компаниялар жұмыс істей алмайды, олардың мәселе қандай, одан кейін қандай технологиялар Қазақстанда бар, қандай технологиялар Қазақстанда жоқ, қандай технологиялық, мысалы лицензиялар кімдер келеді, лицензиялар қандай таңдаймыз, автоматизация жағынан кімдерді таңдаймыз деген мәселелер фит кезеңде шешілу керек. Ондай мәселелерді егер біз ТО-дан кейін өтіп кетіп, EPC-ға қалдырсақ, EPC ол барынша өзінің шеңберінде шешуге тырысады. Сондықтан енді біз көріп жатырмыз, кейбір мәселелер, мысалы EPC басталған, бірақ қайтадан айналып келіп скоп өзгереді, себебі белгілі бір технологиялық нелер жұмыс істемеген, бюджет өзгереді, одан кейін біздің жаңағы графигіміз дұрыс емес, яғни жоспарымыз дұрыс болмаған, айналып келеді. Оған енді EPC компания негізі ол сондай кінәлі емес. Өйткені бұл жерде жаңағы компания, тапсырыс беруші компанияның өзінің мәселесі ол. Мысалы бір үйді алатын болсақ, үйдің ішіндегі жасайтын ремонт ол фит қой. Мысалы бір үйді алып қойдық, ол мақсат. Оның ішінде үйдегі мысалы қандай ламинат төселеді, қандай лампа қойылады, соның бәрі фитте жазылу керек қой. Технологиясы қандай болу керек. Фитта сіз шын айтқан кезде фит біткеннен кейін бюджет, одан кейін жаңағы біздің графигіміз, жоспарымыз, кейін мәселесі технология жағынан ешқандай өзгеріс болмау керек негізі. Ол тек қана айқындалып, жоба бітеді, жобадан кейін ары қарай сатып алынады сол заттар. Одан кейін құрылыс басталады. Бірақ фиттің негізі мақсаты бұл бюджет, жаңағы график, шедул дейді,
соны айқындау және шешім қабылдау. Яғни фиттің аяғында тапсырыс беруші шешім қабылдайды. Мен 2 миллиард долларға осы газ өңдеу заводын салам ба? Маған бұл толығымен фит жауап бере ме? Яғни бұл деген үлкен күрделі зауыт қой. Күрделі зауытта мысалы 10-20 жылда өз ақшасын ақтау керек. Егер белгілі бір мәселелер дұрыс шықпай қалса, мысалы газдың көлемі дұрыс болмайды, оған шикізат көлемі жетіспейді, немесе жаңағы өнімді сатып алушылар ол жерде жоқ, немесе экспорттауға мүмкіндік жоқ, басқа да көп мәселелер шешілмесе фит кезеңінде, онда EPC кезеңінде сол мәселелер EPC-дің қолын ұстайды. EPC тез алу керек те, тарс сатып алып, негізі салып тастау керек. Орындау кезек. Өткен EPC-дің өзінде жаңағы штрафтар болады, белгілі бір. Егер ол уақытында жасамаса, уақытында бітірмесе, уақытында құрылыс істемесе, EPC тез қалай тезірек мен жобалауды бітірем, қалай тезірек сатып алам, қалай тезірек құрылысты белгілі қауіпсіз түрде, сенімді түрде жасайым деп біз EPC сондай мақсатта жұмыс істейді. Негізі мен түсінгенім 7 рет өлшеп, 1 рет кесу деген ғой. Фитте сондай бір ойға келдім да, кезінде бір айтқан бір кісінің сөзі бар. Шетел компаниялардың жәндегі методологиясы дейді ғой. Олар жоспарлауға өте қатты көңіл бөледі. 80% уақытын соған бөледі дейді. 80% қалай жасаймыз, түрлі жәндегі сценарийлар қояды, өте деталь жасайды да, 20% орындауға келеді дейді. Ал Қазақстан немесе жалпы біз секілді жұмыс істейтін елдерде 20% ойланамыз дейді. Сосын 80% сол қатемізді қайтадан дұрыстауға тырысамыз дейді. Жалпы негізі фит компаниялар Қазақстанда көп бар ма негізі жасайтын? Осы детальный дизайн жасайтын. Енді инженерлік компаниялар негізі Қазақстанда бар. Олар жақсы дамыған деп айтуға болады. Бірақ енді фит деген бұл өзінше бір негізі үлкен күрделі жобаларда қолданылатын енді халықаралық әдіс. Фит жасайтын қазақстандық жергілікті компаниялар өзі толығымен басынан бастап аяғына дейін бітіретін компаниялар негізі кемде-кем. Ондай компаниялар енді өзімен жасайтын, оған өте белгілі бір тәжірибе керек, негізі жобаларды референс керек, жобаларды бітірген. Яғни қазақстандық компаниялар өзі жалғыз жасау бұл өте үлкен мәселе. Соның енді біздің компаниямыз енді соңғы 2 жылда Қаламқас-Қазар жобасында, яғни бұл ресейлік компанияда, консорциумда біз Қаламқас-Қазар жобасының фит кезеңін жасауға атсалыстық. Бірақ осыған дейін енді менің білгенімше үлкен күрделі жобаларда фит жасау қазақстандық компаниялары ондай компаниялар негізі жоқ. Бірақ консорциумда белгілі бір адаптация жасауда, белгілі бір консультация ретінде үлкен алпауыт жаңағы Worley Parsons, Fluor, жаңағы Wood Group сияқты үлкен компанияларда, инженерлік компанияларда шетелдік. Соларға көмектесу, солардың консорциумда жұмыс істеу, біздің жұмысымыз қазақстандық компаниялардың жұмысы сол. Оларға көмектесу, оларға адаптация жасау, жаңағы госэкспертизадан өткізу, проектке көмектесу, сондай жұмысты ғана атқарамыз, өкінішке орай. Жалпы келешекте болады деп ойлайсыз ба? Енді біздер Қаламқас-Қазар жобасында фиттан жобасын атқардық. Енді бұл өте негізі жауапкершілікті бір кезең болды бізге. Оның енді белгілі тәжірибелерді өзімізге алдық, одан кейін мәселелерді шешуге тура келді. Белгілі олқылықтар да болды айналып келген кезде. Бірақ оның барлығы негізі істелінетін жұмыс. Енді үлкен бір тәжірибе ретінде айтатыным, бұл енді бізде Қазақстанда бағаланбай жатады. Бұл адами капитал, жаңа компетенция адамдардың. Өйткені біздің байқасақ, бір инженерлер, жаңа жобалаушы инженерлер бір компаниядан екінші компанияға өте береді. Мына жақта жұмыс істейді, қызмет етеді, бір проект жоба біткеннен екінші проектке кетеді, анда кетеді, кейде жұмыс іздеп өздері қалады. Ал қарасақ, мысалы, мұнай өндіруші компаниялар, олар
жұмыстары олардікі тұрақты болады да, олар өздері сол жақта жұмыс істейді. Ал жобалаушылар жұмыстары кішкене тұрақсыз. Сондықтан жобалаушылардың енді ол жерде дәрежесі қиындау. Бірақ айналып келген кезде жобалау, жаңағы фит мәселесі, жаңағы үлкен күрделі жобаларға қатысу, бұл деген бір жылдық тәжірибе емес. Бұл деген ұзақ тәжірибе. Адамдар оған дайындалу үшін 5-10 жыл тәжірибе жинайды, жан-жақты дайындалады, жобаларға қатысады. Содан кейін барып жаңағы фит сияқты компанияларға қызмет етеді. Енді фит жасау мәселесі енді қазақстандық компанияларда ол үлкен бір неде тұр деп ойлаймын, мақсат ретінде. Қазақстанда компаниялар өсіп келе жатыр. Белгілі бір күрделі оған мәселелер бар енді. Ол енді жаңа мен айтқандай белгілі бір тапсырған проекттердің, жобалардың несі, референс. Яғни қазір мысал сізге газ өңдеу заводы 1 миллиард текше метр тендер ашылады, соған фит жасайтын компания керек, қазақстандық компания десек, мысалы опыт сұрайды. 1 миллиард текше метр кем дегенде 10 жоба жасаған компания керек десе, мысалы Қазақстанда ондай компания таба алмайсыз. Өйткені ол өте күрделі. Кем дегенде 1 миллиард доллар ақша проект, әр проект сондай, ондай компания таба алмайды. Сондықтан біз ондай күрделі жобаларды қараған кезде шетелдік компанияларды шақыруға мәжбүрміз. Иә. Бір жағынан жаңа тәжірибе дедіңіз ғой, компанияның тәжірибесі бар, сосын оның адами капиталы бар. Енді тағы үшінші оның жағы бар да. Үшінші жағы жергілікті вендор, жәндегі соны жасай алатын local content дейді, жәнде жергілікті өндіруші. Қамту, мәселен. Қамту. Енді сіз сол бағытта да жұмыс істедіңіз, аудит жасадыңыз. Қазақстанда осы технологияны жасайтын өндірушілер бар ма? Мысалы да, зауыттарда. Қандай бағалау жасай едіңіз? Осы Қазақстанда фитті қоя тұрайық енді. Жалпы жұмысты бастаған кезде жобаны, сол жобаны қаншалықты қамтамасыз ете алатындай бізде даярлық бар компаниялардың, технология жағынан. Енді мен егер ірі күрделі проекттерді қарастырсақ, соған қазақстандық өндірушілердің, қазақстандық жабдық өндірушілердің дайындығын біз енді Қаламқас-Қазар жобасы аясында бүкіл қазақстандық үлкен зауыттарды аудиттан өткіздік. Яғни олардың жобаға деген дайындығы, әлеуеті. Қанша компания бар жобамен? Жобамен өтірік айтпасам 80-100 компания бізде аудиттан өтті. Бұлар тек қана жаңағы технологиялық құрылғыларды шығарады деген компаниялар. Оның ішінде сервис жасайтын, белгілі бір мұнай газ емес, басқа да өндірушілерді біз қарастырмадық, тек қана мұнай газ құрылғыларына тікелей байланысы бар компанияларды қарастырдық. 80-100 компанияның арасында біз жасадық. Енді белгілі бір мәселе бұл фит кезеңінен басталады деп айтайын. Себебі неге фитпен байланысты жаңағы инженеринг саласында біздің түсінгеніміз фит саласы жасап жатқан кезде біздер техникалық шешімдерді фит саласы кезінде біз бекітуіміз керек. Яғни осындай құрылғыны, яғни қысымда жұмыс істейтін ыдысты біз осы компанияларда Қазақстанның өзінде жасаймыз дегенде осындай материалдан жасаймыз деп бекітуіміз керек. Яғни осы жерде біз Қазақстан компаниялармен сөйлесеміз, Қазақстан компаниялардан бағаларын аламыз. Одан кейін олар айтады, бізге осындай мерзімде біз жұмыс бере аламыз, осындай мерзімде біз қойып бере аламыз. Жұмысы осынша болады деген сияқты фит кезеңінде мәселелер шешілу керек. Бірақ енді біз айналып келген кезде ол мәселелер шешілмейді. Егер себебі мен айтайын, қазақстандық компаниялар көбінесе олар бізден дайын шешімдер сұрайды. Сіздер өздеріңіз қандай қысымдағы ыдысты таңдайсыздар, бізге беріңіздер, біз соған байланысты шығарып береміз деген. Яғни біз оператор ретінде дамытқан кезде біз дайын шешімдерді сұраймыз. Бізге дайын шешіммен келе аласыздар ма деген сияқты вендорлар. Яғни халықаралық вендорлар солай жұмыс істейді. Мысалы
Европалық вендорлар болсын, жаңағы шығыс, жаңағы мына жақын шығыстағы бар, қытайлықтар бар. Олар егер жаңағы исходный данныйлар дейді ғой, белгілі бір ақпаратты берсек, олар соған байланысты өздерінің шешімдерімен келеді. Ал Қазақстанда мына компаниялардың көбінесе өздерінің конструктор бюросы әлсіз дамыған, немесе олар дайын шешімдермен ғана жұмыс істейді. Бұл жері қатты дамымаған. Яғни олар сізге құрылғыны сатады, бірақ дайын шешім бере алмайды. Сол жері мәселесі қиындау болды. Яғни фит мәселесінде біз қазақстандық компаниялардың кіре алмай жатқан себебі қазақстандық компаниялар өздері шешімді бере алмайтындықтан. Бірақ енді ол мәселені біз барынша шешуге тырыстық. Кейбір қиын технология, Қазақстанда жоқ технологияларды біз шетелдік компаниялардан сұрап не істедік. Бірақ енді ең үлкен мәселе бұл ірі күрделі жобаларда, әсіресе теңіз жобасы бар, Қарашығанақ және мына қазіргі келіп жатқан газохимия саласындағы жобаларда, фит саласында, фит кезеңінде қазақстандық компаниялармен тіптен ешқандай келіссөз жүргізілмейді. Осы проблема. Яғни біздер фит кезеңі жобалау, ол шетелде жасалынады, шетелдік компаниялар қазақстандық компанияларға келіссөз ешқандай жасай алмайды. Жасамайды, оған ешқандай несі жоқ, мүмкіндігі жоқ. Яғни біз жаңағы 88-100 компанияның ішінде қарағанымыз, енді ең үлкен мәселе бұл халықаралық стандартқа сай, немесе сай емес. Яғни API, ASME стандарт, одан кейін жаңағы құрылғыларды жасау стандарттар бойынша олар сертификаттан өткен ба, өтпеген. Қазақстанда тек қана 2 завод өздері ASME бойынша сертификаттан өткен. Ал қалған компаниялар көбінесе ГОСТ стандартпен жұмыс істейді. Яғни жергілікті кеңес дәуірінен қалған стандарттар. Кеңес дәуірінен қалған жергілікті стандарттармен жұмыс істейді. Яғни оларға ASME стандарттармен берсек, олар бізге жауап қайтпайды, немесе оны қарастырмайды. Оларға тек қана ГОСТпен. Бірақ түсінесіз ғой, егер жобаның құны өте жоғары болса, шетелдік инвестор қатысатын болса, бұл жерде бізге автоматты түрде API және ASME стандарттар керек болады. Себебі шетелдік инвесторлар олар жоғары қауіпсіздікті талап етеді, олар жоғары сенімділікті талап етеді, олар вендорлардың жұмысы кезінде тек қана тексерілген вендорлар, бүкіл сараптамадан өткен, өздерінің тәжірибесін дәлелдеген вендорлар соларды ғана қарастырады. Яғни шын айтқан кезде мысалы ТШО болсын, NCOC болсын, олар жергілікті қамтудың белгілі бір көрсеткішін біз орындаймыз деп, олар өздерінің жаңағы тәуекел өздеріне алмайды. Олар белгілі бір таныс емес компанияға мысалы тапсырыс бере салмайды. Бұл жерде үлкен мәселе жатыр. Сондықтан енді біздің қазақстандық компанияларға алдын ала дайын болу керек. Яғни біздің қазақстандық компаниялар көбінесе мемлекеттік тапсырыстарға қарап, бізге тапсырыс болса, біз сертификацияны жасаймыз. Немесе бізге егер жобалар болса, біз соларға қатысамыз деген сияқты сондай немен тұрады позициямен. Бірақ бұл жерде енді позиция, олар бірінші бүкіл өздері дәрежені толықтай дәлелдеу керек. Яғни ТШО-ға. Сондықтан кейбір бізде қазақстандық үлкен жобаларға белгілі бір-екі ғана заводтардың кіріп жатқаны сол үшін, сол мәселе содан. Басқалары соны кіру үшін жаңағы стандарттарға өту керек қой. Жаңа өткісі келмей ма, әлде өте алмай ма? Себеп Қазақстан 35 жыл болды ғой енді біздің тәуелсіздік алғанымызға. Соңғы мұнайдың бәлкім көтерілгеніне де 20-25 жыл болды. Қазақстанды дамытып жатырық дейміз. 40 жылға жақындап келе жатырық. Негізі біздегі жергілікті тауар өңдейтіндер, отечественный товаропроизводителер ОТП, олардың қауқары жоқ па, немесе шамасы жетпей ма? Неге осы стандарттарға өтпейді немесе? Енді бұл жерде 88-100 компанияның екеуінде бар деген енді өте жақсы жаңалық емес қой дегенім ғой жалпы. Бұл жерде енді қараңыз, мәселе негізі түп төркіні күрделі деп айтайын. Себебі біздер жобалар, жергілікті қамту, әртүрлі жобалар, жергілікті қамту, дамыту мәселесі бұл жобаға байланысты, немесе белгілі бір
компанияның өзіне байланысты және административдік шешімдерге байланысты болып тұр да. Өз байқасаңыз, жергілікті қамту мәселесі жүйелі түрде жұмыс атқарылмайды. Мен осыны қарадық біз. Яғни біз Сауд Арабиясының соңғы 20 жылдықтағы жеткен нәтижесін қарадық. Олар 35-тен 70%-ға дейін жергілікті қамтуды көтерген. Бұл тауарда ма, әлде жалпы бәріне? Жалпы тауардың қоса санаған кезде толығымен. Енді мен соңғы жергілікті қамту бойынша форумдарға қатыстым. Жаңағы ТШО, NCUC, КПО компанияларын, бүкіл Қазмұнайгаз біздің компаниялардың ішіндегі компаниялар енді белгілі бір депутаттардың нелердің алдында есеп берудің мен қарадым ол есептерін. Шын айтқан кезде соңғы 10-15 жылда енді үлкен бір жетістікке жеткен сияқты көрінеді. Бірақ мәселе аулы әлі алыста жатыр деп айтайын. Себебі біздің жергілікті өндірушілеріміз, біздер кейбір компаниялар, жаңа 1-2 компаниядан басқалары артта қалып жатыр. Олар да қатысқысы келеді. Күрделі үлкен проекттерге, ол жобалардың ішінде олар да атсалысқысы келеді. Бірақ бізде барлығы мен айтқандай белгілі бір әкімшілік әкімшілік шешімдермен, әкімшілік нелермен шешім қабылданады. Байқасаңыз, сол форумда біздер меморандумға қол қойып сөйтіп жатамыз. Бірақ белгілі бір түрде, мысалы, Сауд Арабиясы болсын, Малайзияда болсын, Индонезияда болсын, оларда қалай жасалынады енді. Мысалы, мен соны қарастырдым кезінде. Сауд Арабиясында In Kingdom Total Value Added дейді, IKTVA деген программа бар. Ол 20 жылдан астам Сауд Арабиясында жұмыс істейді. Бұл бойынша жаңағы Сауди Арамко толығымен жергілікті компаниялардың сатып алуын толығымен қамтамасыз етіп сонымен айналысады. Яғни сіз өндіруші болсаңыз, қызмет жасайтын болсаңыз, және де мысалы шетелдік компания бірақ локализация жасайтын болсаңыз, ол жаңа программа қатысуға болады. Ол программаның бір несі, жаңағы Сауди Арамко бүкіл өзі R&D, жаңағы бүкіл зерттеулерді, одан кейін вендорларды дамыту, оларды оқыту, оларды несін бүкіл өзі мойнына алған, оларға көмек жағын барлығын. Және бұлардың жүйесі толығымен ашық түрде қамтамасыз етілген. Толық, яғни мысалы бір проектке компания қатысып, өзін жақсы көрсетсе, оның тәжірибесі, оның адамдарды даярлағаны, оның оқытқаны, оның қанша қызметтерді Қазақстан мысалы жергілікті жерден сатып алғандығы, қаншалықты пайыздығы жергілікті жердің товарлары болады, оның барлығы қарастырылады. Яғни рейтинг түрде қалыптасқан, соған байланысты келесі, мысалы тапсырыс алушылар келесі соған байланысты шешім қабылдайды. Бізде өкінішке орай осындай рейтингті жүйелі түрде әлі рейтинг жасалмаған. Яғни бізде 3 мәселе ғана қарастырылады. Бұл сертификаттың болуы, ол сертификаттағы пайыздылығы. CTKZ деген секілді. STKZ қазір енді бізде реестр деп шықты. Сала өзгеріп жатыр. Бірақ айналып келген кезде бұл жүйелі түрде келесі даму кезеңі, енді жүйелі түрде соны жасау. Енді ол жерде қазір IMBC деген компания сомен жақсы айналысып жүр. Олар мына вендорларды аудит жасайды. Вендорларды енді көбінесе үлкен ірі проекттер, ірі жобаларда Қарашығанақ, Қашаған, одан кейін келіп Теңгез жобасына және Қаламқас-Қазар кейін жобасына тоже олар көмектесті. Бірақ олардың енді бір бағыты негізінен жаңа шетелдік компаниялар мен жергілікті компаниялар арасындағы белгілі бір көмекші компания болу. Енді осы жерде енді біз КМГ инжиниринг компаниясында бізде өзіміздің де жұмыс атқардық. Қаламқас-Қазар жобасынан бастап бүкіл вендорлардың, жаңа қазақстандық вендорлардың несін базасын жасадық. Тізімін, иә. Олардың тізімін жасадық, олардың әлеуетін анықтадық, қандай жобаларға олар қатыса алады, қандай жобаларға. Қазір сол біз өзіміздің базамызды басқа да жобаларға, Қазмұнайгаздың жобаларына пайдалануға қарастырып жатырмыз. Соңғы жылдары ірі операторлар дейміз ғой, жаңағы 3 оператор. Әсіресе оның ішінде ең үлкені ТШО, Теңізшевройл компаниясы.
қазақстандық қамтуды дамытуды талаптар недеуір күшейтті дейді. Сіздің ойыңызша бүгінгі таңда local content талаптары жобалау мен сатып алу тәсілдеріне қаншалықты нақты әсер етеді? Yani, кейбір жерде формалар талап ретінде қалып отыр да, для галочки, бірақ шыны керек жалпы осы тәсілдердің қаншалықты нақты түрде әсер етіп отқаны жайлы сізден сұрағымыз келеді. Әсіресе ең көп мен түсінгенім талаптардың объем дейді ғой, жұмыстардың көбісі осы үш күрделіде болады, 80% қателеспесем. Жалпы соның талаптары қаншалықты орындалып жатыр және әсер етіп жатыр? Енді соңғы 15-20 жылда деп айтайық, бұл жергілікті қамтуға байланысты негізі мәселе өзінің шешімін табуда. Теңізшевройл, біз жергілікті қамту мәселесі үлкен парламент депутаттарының несінде, дәрежесінде қазір қатты талқыға алыну, одан кейін солардың бақылауында тұрып келе жатыр. Яғни бұл жергілікті қамтудың біз түсінеміз. Жергілікті қамту деген бұл жаңа мұнайдан түскен пайданы неғұрлым көбірек ақшасын Қазақстанда қалдыру. Яғни Теңізшевройл жобасы, одан кейінгі Қашаған жобасы болсын, немесе бұл енді үлкен біздің кәсіпорындар ғой. Бұлардың енді сатып алулары бізде шын айтқан кезде өте үлкен көлемде, және де ең мысалы басқа да операторларға салыстырғанда олардың жергілікті қамту төмендеу болып келеді. Себебі жаңа мен алдында айтқандай олардың несі жағдайлары бөлек. Оларда үлкен жоғары жаңа көмірсутек, одан кейін күкіртсутек, көмірқышқыл газы үлкен жоғары кездеседі. Яғни олардың миллиардтаған өндіруге байланысты олардың енді жауапкершілігі жоғары. Бірақ 15-20 жылда қазір байқаймыз, бұл мәселе кішкене өзгеріп келе жатыр, шындығын айтқан кезде. Бірақ енді бір мен айтар едім, бұл жерде шешілмей жатқан мәселе бұл Қазақстанды, яғни белгілі бір министрлік болса, немесе мысалы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының тарапынан біздер ұлтты жергілікті қамту мәселесін, яғни дамытуды, жаңа вендорларды дамытуды белгілі бір жүйеге қойсақ. Себебі біздер андай бір нүктелік сипатта болып жатыр, точечный характер болып жатыр. Себебі қарасақ форумдарда бір немесе екі компаниямен біздер тапсырыс контракты қол қойылады. Сомен айналып келген кезде жұмыс біткен сияқты болып есептеледі. Бірақ ол қалай өтті, ол ашық түрде болды ма, немесе ол компания қалай сай келді, не ол жағын біз әлі түсінбейміз. Басқа компаниялар, мысалы байқаймын, компаниялар форумда кейбір компаниялар өздерінің несін шағымдарын айтып жатады. Біз осы компания жобаға қатысайық деп едік. Мен өйткені Қаламқас-Қазардың несімен бойынша, жобасы бойынша форумдарға өткіздік. Сол кезде компаниялар басынан бастап айтады, біз осыған қатысайық деп едік. Бізде әлеует барлықтары бар. Біздер осындай. И айналып келген кезде жаңа ТШО, КПО болсын, NCOC болсын, басқа да бүкіл Қазақстандағы жобалар бір жерден негізі жүйелі түрде бір рейтинг бойынша тапсырыс алушылардың рейтинг керек бізге. Сол кезде біз көре аламыз, осы тапсырыс алушы, яғни КПО-дан тапсырыс алған 2017 жылы мысалы, одан кейін ол 3 тапсырысты қойған, одан кейін барып ол өзінің несі сапа жағынан қандай болды, не жағынан қандай болды, ондай құжаттама бізде, ондай база жоқ. Қазір тек қана мен жаңа айтқандай STKZ сертификаты. Енді STKZ сертификатының мәселесі, мысалы біз қараймыз заводтарды таңдаған кезде құрылғының пайыздылығы 55%. Енді 55% деген ол өте жоғары айналып келген кезде. Бірақ қарасақ, металл Ресейдікі, жұмыс күші
жартылай Қазақстан, жартылай басқа елдің адамдары болады. Жоба бүкіл барлықтары ол шетелде істелінген. Компания өзі жартылай Қазақстан, жартылай шетелдік. Қалай ол 55% деген не келеді? Яғни біз әлі о жағын ол деңгейде әлі тексеріп қарай алмаймыз. Методика жоқ, Методика жоқ. Мониторинг үшін. Мониторинг тек қана не жағынан. Сондықтан енді сол жүйелі түрде болса, оны негізі істеуге болады. Қазір мына жасанды интеллекттің несі бойынша бүкіл ақпараттарды жинау арқылы оны істеуге болады. Ол қатты қиын емес. Кім жасау керек? Енді бұл жерде мәселе, енді біз оны өзіміздің Қазмұнайгаз компаниялар яғни тобында біз оны қарастырдық, қалай болуы мүмкін деп. Ол жерде мысалы жаңа мен айтқандай Сауд Арабиясы бар, Малайзия бар, немесе Индонезия бар. Олар көбінесе ұлттық компания, жаңағы мұнай өндіруші ұлттық компания соны өз мойнына алады, бірақ ол жерде профильді министрлікпен шешеді. Яғни мен соның несінде ешқандай велосипед ештеңе ойлап таппай, мысалы Қазмұнайгаздың өзінің ролі ретінде, яғни мұнай газ саласын дамыту ретінде, ол қазір жергілікті қамтуды дамытып келе жатыр. Ол белгілі бағдарлама бар. Бірақ осы жүйені толықтай алу үшін Қазмұнайгаздың, яғни Кемгенженектің мысалы әлеуеті жетеді. Өйткені бізде база бар. Бүкіл шын айтқан кезде көптеген Қазақстандағы жобалар көбінесе Қазмұнайгаз арқылы өтеді, байқасаңыз. Яғни біздер қалай белгілі бір шетелдік OEM келеді, яғни өндіруші, белгілі бір ол 91 жылы Теңіз кен орнына компрессорлар, мысалы, или турбиналар қойған. Оларға айтамыз, сіздер 30 жыл болды, неліктен ешқандай өндіріс Қазақстанда жоқ? Олар айтады, бізге жаңа жоба беріңіз, біз қарастырамыз дейді. Бірақ енді айналып келсек, олар 30 жыл талай жобалар жасаған Қазақстанда, бірақ әлі ешқандай сервис та жоқ, әлі ешқандай өндіріс те жоқ. Яғни осы жерде Қазмұнайгаздың рөлі артады. Себебі Қазмұнайгаз үлкен жобаларда өзінің несі бар, яғни өзінің үлесі бар. Сол үлесі арқылы және өкілетті орган ретінде энергетика министрлігімен бірлесе отырып, осы мәселені шешуге болады. Яғни бір терезеден шетелдік өндірушілермен, жаңағы жоба нелермен келіссөз жүргізуге болады. Айтып, қараңыздар, сіздер мына проекттерді алып жатсыздар, мына проекттерді жұмыс істеп жатсыздар. Егер осы проектте қалғыларыңыз келсе, сіздер осындай шарттарды жасаңыздар. Яғни бұл жерде административдік бір шешімдерге келуге болады. Бірақ бұл дегеніміз енді тек қана күштеу ғой. Екінші мәселе, қалай біз жаңағы шетелдік өндірушілерге, жергілікті компанияларға жағдай жасаймыз. Яғни бұл жерде тағы да Сауди Арабиясының, жаңағы Малайзия, Индонезияның дамушы деп айтайын, сол елдердің мұнай газды өзінің несіне пайдаланған, жақсы пайдаланған компаниялардың несіне, олар жергілікті вендорларға жақсы жағдайлар жасап, олардың бүкіл рейтингісін ашық түрде жасаған кезде, жергілікті, яғни шетелдік компаниялар өздері мүдделі түрде келіп жергілікті өндіріс құра бастаған. Яғни оларды ешқандай белгілі бір нелермен жаңағы әкімшілік тараптармен күштемеген, ол тоже болған, олды. Бірақ ең бірінші мәселе бұл жағдай жасалынады, оларды оқытады, жаңағы проблемаларды шешеді. Содан кейін мәселелер шешілгеннен кейін олар өздері келіп жергілікті компаниялармен жұмыс істеп, жергілікті жерде локализация өзінің құрылғыларын Қазақстанда мысалы или қай жерде өндіріс болады, сол жерге көшіруге шешім қабылданған мысалы. Мысалдар бар дейсіз ғой. Иә. Данияр мырза, жаңа сіз local контент мәселесі бойынша біраз егжей-тегжей тақыладық. Осы мәселе бойынша қорытындылай келсек, Қазақстанда осы жергілікті өндірушілер дамыту үшін не істеу керек? Иә, біз енді осы жобаның аясында, Қаламқас Қазақ жобасының аясында жаңа заводтарды егжей-тегжейлі зерттедік, олардан аудит жасадық, көптеген мәселелерін рейтинг жасап шығардық. Сол мәселелерден айта кетсем, қалай шешілуі. Ең бірінші бұл инженерлік компетенцияларды дамыту мәселесі. Яғни
зауыттар жақсы өндіре білуі мүмкін, бірақ инженерлік құрамдас бөлікті жаңағы фитта жобалаушылармен қарым қатынас жасау, шешімдер ұсыну, сол жағынан компетенция жетіспей жатады. Соны дамыту негізі. Жергілікті өндірушілердің сол бағытта жұмыс істеу, бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл компаниялар тек қана ішкі нарыққа бағытталған. Яғни бұл неміз, яғни тек қана ГОСТ стандарт дейміз, жаңағы СТРК, Қазақстанның ішкі стандарттарына бағытталған, бірақ шетелдік жаңағы халықаралық стандарттарымыз, API, ASME стандарттар бойынша, басқа да стандарттар бойынша қазақстандық өндірушілердің, мен айтқандай, бір-екі компаниясы ғана қалыптасқан, қалғандарында ондай құзыреттілік жоқ. Сондықтан осы жерде біз дамытуымыз керек. Жаңағы стандарттарды Қазақстанға көбірек әкеп, сол стандарттарды қабылдауымыз керек. Енді үшінші бір мәселе, бұл үздіксіз даму мәселесі. Неге ол үлкен мәселе және онымен айналысуымыз керек? Себебі біздің өндірушілер көбінесе біздер жоба болса, яғни белгілі бір объем болса, біз дамимыз, немесе сертификациядан өтеміз дейді. Бірақ ол дұрыс емес. Себебі үздіксіз даму арқылы, яғни сертификациялар ертерек, яғни біз заводтарымыз жаңа құрылғылар алады, өздеріне жаңа станоктар алады, нелер алады, бірақ сертификация мәселесіне, адамдарды дамыту мәселесіне келгенде олар жобаларды күтеді. Ол дұрыс емес. Сондықтан үздіксіз даму мәселесін біз қолға алуымыз керек. Яғни келесі мәселе, бұл сапа негізі жүйесінің әлсіздігі. Шын айтқан кезде енді бізде ISO 9001 деген стандарт бар, сапа менеджмент стандарт жүйесі. Бірақ ол сертификат енді ол бізде барлық компанияларда бар деп айтуға болады. Бірақ ол іс жүзінде жұмыс істемеуі мүмкін. Яғни біз келеміз, жаңа аудиттің негізінде байқағанымыз, бұл олардың процедуралары болмауы мүмкін, олардың процедуралары жергілікті істемеуі мүмкін, адамдар бұл процедуралармен таныспаған, соны байқаймыз. Оның ішінде инспекция жасау, қалай тест жасау, одан кейін мысалы қалдықтармен қалай жұмыс істеу, қалай процесс барлығы жаңағы негізі ISO бойынша барлығы толығымен істеу керек. Және ол жұмыс кезінде толығымен сәйкес болу керек. Осы жерінде біздің қазақстандық компанияларда жетіспеушілік. Осыны дамытуымыз керек. Тек қана ISO 9001 деген басқа да стандарт не ретінде, галочка ретінде емес, толығымен іс жүзінде жұмыс істеу керек. Және де API, ASME стандарттары толығымен Қазақстанға жеңілірек кіріп, компаниялар соған сертификацияға сәйкес жұмыс істеген дұрыс. Енді тағы да екі үлкен мәселе, бұл өздерінің, яғни тек қана құрылғыны шығару ол бір мәселе, бірақ құрылғыны тесттен өткізу, сынақтан өткізу, заводтың ішінде сынақтан өткізу, яғни тапсырыс берушіге дәлелдеп, бұл құрылғы негізінен осы сертификация бойынша жұмыс істей алады, толығымен өтеді. Соны дәлелдеу ол негізі кез келген заводта бола қоймайды. Яғни кейбір ғана үлкен әлеуеті мықты заводтарда болады. Сондықтан осы мәселені шешуіміз керек. Яғни мен енді байқағаным, осылардың толығымен біздің кәсіпорындар, қазақстандық кәсіпорындар көбінесе жеке дара жұмыс істегенді, жеке дара жұмыс істейді. Олар тендерлерге өздері кіргісі келе, тендерларға, яғни бір-бірімен кооперацияда, бір-бірімен бірге жұмыс істеп, бір-біріне көмектесу жағынан кішкене осы жерде олқылықтар бар. Яғни осы мәселені шешу негізі тетігі ретінде мен біздің КМГ инжиниринг мысалы компаниясы, біз өзіміз осыларға байланысты база жасадық, айтқандай. Және де Қазмұнайгаз тобының компанияларының жаңағы жобалары болған кезде біз осы компаниялармен тікелей жұмыс істейміз. Яғни осы жерде бір қызық мәселе. Бір компания мысалы металдың өзін өндірсе, мысалы біздің Қарағанды Қармет өндіріс, ол металды біз ертең құрылғы жасауға, яғни ыдыстар жасауға, қысымнан соны пайдалануға болады. Бірақ қазіргі өкінішке орай ол мәселе мысалы шешілмеген. Біз бүкіл жаңа қысымдағы жұмыс істейтін құрылғыларға керекті материалдарды шетелден әкелеміз. Шынын айтқан кезде Қазақстанның өзінде металл бар,
бірақ мұнай газ техникалық жабдықтарды, технология жабдықтарды өндіруге металлымыз біз пайдалана алмаймыз. Өйткені сапасы сәйкес болмағандықтан. Алдын ала алып келу да соны. Көптеген негізі нүкте дейді ғой, жаңағы айта кеттіңіз. Менің ойымша құзыретті осы мәселеде жүрген қызығушылық танытатын немесе осы істермен айналысқан адамдардың құлағына шалынады деген ниеттеміз. Негізі мәселе мен ойлағандай емес екен, негізі шыны керек. Жан жақты қарастыратын мәселе толықтай. Әрқайсының өзінің несі бар да, этаптар бар ғой. Этаптан өту керек. Әр этаптың өзінің проблемалары бар. Бірақ сіз іште болған екен, оны іштен ашып айттыңыз да. Және өзіміздің жаңағы тілімізде айттыңыз да оны. Көбінесе тілдің де өте үлкен рөлі бар негізі. Халыққа мысалы біз дегенде де осы іште жүрген мамандар ғой енді. Көбінесе деловой язык еді жөндегі кәсіби тіл, орыс тілінде айтылады. Ол халыққа жетпейді, шыны керек. Халық қазақша қабылдайды. Бірақ осы ортада бір не бола білу, көпір бола білу өте маңызды негізі. Әр мәселенің негізі былай бір бетте қарағанда ондай оңай емес екенін көрсете білу да. Бірақ сол мәселені жүйелі түрде шеше білу үшін қадамдардың қандай жасалу екенін ұсына білу. Енді біздің екінші мәселеміз жаңа жобалауды мысалы талқыладық. Екінші мәселе газ мәселесі. Қазақстанның өте күрделі мәселесі. Әсіресе қазіргі таңда мысалы өткен жылы 5 миллиард текше метр газ импортталды дейді Ресейден. Биыл 6 миллиард болады дейді. 2028-ге қарай 10 миллиард болады деді импорттау. Сонда жылдан жылға өсе береді. Қанша газ мәселесі бойынша қозғалды, ол туралы жәндегі айтылды. Айналып келген кезде ол мәселе күрделі болған сайын кетіп бара жатыр. Біз тәуелді болған сайын тәуелдіміз артып бара жатыр. Осы мәселесі газ өңдеу зауытында жобада болдыңыз. Әсіресе Қарашығанақ 5 миллиард текше метр жаңа жобасы. Ол Қазмұнайгаз инжиниринг болған кезде ішінде болдыңыз. Қазір енді Қазақгазға өтті ол жоба. Жалпы неліктен Қазақстанда стратегиялық мәселеге айналып отыр да, осы күнге дейін неге бұл мәселе стратегиялық іс жүзінде айналмады? Бұл газ мәселесі. Дұрыс сұрақ, жақсы сұрақ деп айтам. Енді біз газ өңдеу завод жобасына қатыстық. Қазмұнайгаз өзі жаңа Қарашығанақтағы газ өңдеу зауытымен 5 миллиард текше метр заводына қатысқан болатын, және оның жобалау жұмыстарын бастап кеткен болатынбыз. Енді айналып келген кезде біздер бұл стратегиялық мәселе, өйткені Қазақстан енді үлкен ресурстар бізде бола тұрып, шикізат көлемі бола тұрып, теңіз кен орны бар, Қашаған кен орны, Қарашығанақ, үлкен кен орнындағы орасан зор ресурстар бола тұрып, біз өзіміз импорттауға, яғни тәуелдіміз. Бұл деген енді шын айтқан кезде қиындау мәселе. Бұның қазір енді мәселе түсінікті, бұл шешуге керек. Сондықтан әртүрлі газ өңдеу несінде заводтарының жобалары нақтыланып шығарылып жатыр. Бірақ енді шын айтайын, бұл газ өңдеу мәселесі мұнай өңдеуден айырмашылығы бар. Ол бөлек, себебі газдың қасында ілеспе басқа компоненттер болады. Оларды өңдеу, олардың әрқайсысын бөлек бөліп алу, бұл өте қымбат жобалар. Сондықтан және осыған дейін айтып кеткеніміз жаңағы фит кезеңі, нақтылап жобаның барлық шешімдерін дұрыстап шығару, бұл өте керекті нәрсе газ өңдеуге. Сондықтан газ өңдеу мысалы технологияны қарастырсақ, бұл технология негізі Қазақстанға сондай бір таныс технология емес. Ол жерде технология қиын технология. Ол жерде шетелдік компаниялар, мысалы Shell, Honeywell, WOP деген, Axis, тағы да басқа Axens, тағы да басқа компаниялар негізі өздері лицензиялары бар. Сол лицензияларды шын айтқан кезде алу Қазақстанға оңай емес. Яғни тек қана сол компаниялардың лицензиясымен жұмыс істейміз. Яғни сондықтан оны айналып келген кезде газ өңдеу мәселесі, газ өңдеу зауыттары өте қымбат. Яғни оны кезінде біз қалай болды? Бізде мұнай өңдеу бірінші рөлге шықты. Өйткені мұнай экспортқа шығаруға болады. Мұнай дайын, оның өңдеу жеңіл. Қазақстан о жағынан опыты бар.
дайын өндіріс. Бірақ газды өңдеу, газды жаңағы пайдаға іске асыру, оны даярлау, ол кішкене күрделі. Оған енді белгілі мәселе, газ ілеспе газ бұл қосалқы бір өнім болғандықтан оның бағасы болмады. Яғни бізде қазір өндіріс дамып келе жатыр, жаңағы жергілікті тұтынушылар дамыды, одан кейін бағалар көтерілді деп айтайын, белгілі бір неге байланысты. Соған байланысты газдың қазір стратегиялық, яғни бір құны пайда болды. Әлі күнге дейін біздің енді бағамыз, Қазақстанның жергілікті нарықтың бағасы төмен. Ол енді бөлек мәселе. Бірақ айтып кеткенім, инвестициялық газдың жобаларының инвестициялық тартымдылығы төмен болды осыған дейін. Яғни біз көріп отырмыз, Қарашығанақ жобасы осыған дейін тарихы қалай болды? Ол газ өңдеу, мысалы 5 миллиард жобаны бірінші инвесторлар өздері дамытқысы келді, өздері салғысы келді. Бірақ олар экономикалық мәселемен, мысалы біздің республикамен белгілі келісімге келе алмағандықтан оны қайтадан өткізуге тура келді. Және оны Қазмұнайгаз, одан кейін жаңа Қазақгаз, газ өндіру және газ тасымалдау оператор ретінде оны өзінің несіне алды. Бірақ бұл жерінде бұндай жобалар негізі күрделі жобалар болғандықтан бұларға негізі өте тиянақты дамыту керек, оларды дайындау керек, жобаларын таптыштеп өте негізі дайындықпен содан кейін ғана бастау керек. Яғни жаңа біз осыған дейін айтып өткендей, өте асығып ТО-дан, яғни жартылай тізеде отырып санап, кейін сразу неге кетіп қалған, құрылысқа кетіп қалуға негізі дұрыс болмайды. Өйткені мен айтқандай бұл жерде өте күрделі проекттер, бұл газ. Сондықтан енді мәселе күрделі болғандықтан бұған дайындық керек. Яғни біз жаңа айтқандай компетенциялар дамыттық, үлкен қыруар ақша керек. Бұл жерде Қазақстанның өзінің ақшасы жетіспегендіктен мысалы шетелдік инвесторлар керек болады. үлкен EPC компаниялар керек, опыты бар. Және айналып келген кезде енді қазақстандық біздің институттар, инженерлік компаниялар бұған дайын болу керек. Бұл жобаларға қатысуға, атсалысуға және жобаларды дамытуға. Жалпы жаңа бағасын айта кеттіңіз ғой. Қазіргі газ бағасы, реттелген газ дегенде енді тұтынушыға арналған газ Қазақстанда төмен дедіңіз. Яғни бағасы қаншалықты, қазіргі таңда бағасы қанша және қанша баға әділ баға болу керек инвестиция тарту үшін? Енді бізде білесіз ғой, бізде СРП проекттер бар. Яғни жаңа Қашаған мен Қарашығанақ және басқа кішкене жобалар. Олардың енді несі экономикалық есептері бөлек. Бірақ жергілікті неде біздер ілеспе газ деген бар, және табиғи газ деген бар. Ілеспе газдың бағасы өте төмен. Оны әр қилы компаниясының қай жерде орналасқанына байланысты, қай жерден береді, қалай өткізеді, соған байланысты ол енді $100 төмен деп айтайын. Ол енді өздерінің заводтары болса бір баға, заводтар болмаса басқа біреуге өткізсе екі баға оған. Яғни ол жерде жаңағы инвесторлар көп пайда көрмейді, бір мәселе. Енді егер табиғи газ болса, қазіргі енді менің ашық нелерден қарағанымыз бұл $100 шамасында. Яғни егер табиғи газ болса, 1000 метр текше метр. 1000 текше метрге, яғни бағасы $100 шамасында. Бұл дегеніміз енді шын айтқан кезде өте төмен баға. Қазіргі дайын өндірістер болса, оларға жақсы, бірақ жаңа өндірістерді дамыту үшін бұл баға жоғары болу керек. Енді кем дегенде біз енді есептеуімізге байланысты $130-150 аясында негізі қазіргі. Енді инвесторлар бұл жерде біз қарап жатырмыз ғой. Теңгез және кен орны, Қарашығанақ кен орнында инвесторлар өз ақшасын газ өңдеу заводына салғысы келмейді. Яғни біз шеттен инвесторларды тартып, бұл компанияларды, яғни газ өңдеу заводын дамытып жатырмыз, газ өңдеу заводын. Яғни инвесторлар олар өздерінің қандай уақытта ақшаларын қайтару жағын ойлайды. Егер төмен баға болса, әрине олардың проекттері іске аспайды. Неге? Проекттер біз көріп жатырмыз, көп проекттер тоқтап қалады.
фит кезеңінен кейін шешім қабылданбайды немесе жол ортада тоқтайды. Себебі сол бағалар дұрыс болмағандықтан. Енді бұл жерде енді мемлекеттік яғни органдар және министрліктер және Қазақгаз, енді ұлттық компаниялар мүддені бір баланста ұстау керек деп ойлаймын. Себебі мына жақта инвесторлар бар, үлкен жобаларға ақша салғысы келіп тұратын. Екінші жағынан бізде ұлттық ішкі нарықтың бағасы бар. Өйткені түсінікті, егер өте қымбат баға қойса, ұлттық нарықтағы баға көтерілсе, халыққа қиын болады, өндіріске қиын болады. Екінші жағынан инвесторларға өте төмен. Сондықтан бұл жерде баланс керек деп ойлаймын. Бірақ енді нарықтық баға мен ойымша қазір төмендеу. Яғни ол бір 5-6 жылдың маңайында бұл баға негізі халықаралық бағаға жақынырақ келу керек. Яғни қазіргі біздің есептеу бойынша $130-150 доллардың маңайында болса, инвесторларға қызық болады. Нарықтық баға. Иә. Жалпы сатып алу бағасы. Сіз жаңа айта кеттіңіз, үлкен жобалардың мақсаты ол мұнай шығару, оны экспортқа 100% кетіру. Қашаған теңіз Қарашығанақ жобасы. Бірақ 2025 жылы жаңалықтан есімде Қазақгаз, Самұрық-Қазына және ТШО арасында бір газ жеткізу бойынша келісімшарт қосылды, қол қойылды. Бұл Қазақстанның жалпы ішкі нарығын қамтамасыз ету мақсатында, себебі газ жетпеген үшін белгілі мөлшерде, яғни бұл инвестордың бір несі өзінің, яғни өзінің ірі компаниялардың газға деген қажеттілігін түсініп, ішкі нарыққа бағыттауы. Бәлкім, қалай айтсам болады, бір инвестициялық жоба ретінде емес, бұны бұл белгілі бір дәрежеде қоғамдық жоба ретінде қарастыруға болады. Өйткені өзін бәлкім ақтамайды. Бірақ бұл бір добрый воля дейді, добрый воля. Сол секілді осындай бастамалар салған басқа да ірі ойыншыларын тартуға мүмкіншілік болады деп ойлайсыз ба? Мысалы, ТШО жасады, мысалы Қашаған, біздің 85% газымыз, қорымыз осы 3 кен орында негізі. Және бұл кен орындарда газ ішкі кері айдалады. Қайтадан сол шығарылған мұнайын алады да газын қайтадан кері. Бірақ белгілі ішіндегі ойыншылар олар ішкі нарыққа бағыттаса, белгілі ойыншылар кері газ айдауды одан сайын көбейтіп отыр. Мысалы Қарашығанақ жобасы. Жалпы қалай ойлайсыз, Қарашығанақ жобалар бұған қосылу мүмкіндігі бар ма осы? Енді бұл былай қарап отырсаңыз, теңіз жобасының Қазақгазбен яғни сатып алу несін келісім шартын жасау бұл белгілі бір жақсы жетістік деп ойлаймын. Себебі ұзақ мерзімде газ сатып алу мәселесі, яғни жергілікті нарыққа, жергілікті біздің тұтынушыларға газдың жеткілікті көлемде, яғни газдың болуы, газды қамтамасыз ету Қазақгазға, яғни бұл жақсы нәтиже. Енді теңіз жобасынан бөлек бізде жаңа сіз айтып өткендей Қашаған және Қарашығанақ және де мен басқа да нелерді айтар едім. Біздер осы екі үлкен жоба бойынша негізі Қашаған мен Қарашығанақта әлеует үлкен ресурс, шын айтқан кезде бүкіл газдар қайтадан айналып, яғни пайдалану өте төмен болып жатыр. Сондықтан ол жерде мысалы біздің айтқандай біз көріп жатырмыз, Қашаған кен орнында 1 миллиард текше метр жылына завод салынып жатыр, газ өндіру заводы, Қазақгаз іске асыруда. Одан кейін 2,5 текше метр газ өңдейтін завод салынуда, ол жобасы дайындалуда. Бұл Қашаған кен орнында. Және Қарашығанақта жаңа алдында айтып өтілгендей 5 миллиард текше метрлік жоба бұл Қазақгазға берілген. Енді менің өзімнің жеке ойым, бұл жоба толығымен, яғни әлі біз ресурсты толығымен пайдаланып жатқан жоқпыз. Яғни этап-этапымен бұл 1-2,5, одан кейін 5 миллиард. Осы жобалар егер іске қосылып жатса уақытында, одан кейін негізі мүмкіншілік көп. Әрине дұрыс осы жобалар іске қосылса, заводтар қосылса, былай қарап отырсаңыз, Қашаған мен яғни NCUC компаниясына, КПО компаниясының өзіне негізі оларға тиімді. Өйткені олар газды яғни береді, газды олар айналыспайды, газды береді. Бірақ мұнай өндіруін олар сол қалпы немесе арттырады.
Сондықтан оларға тіпті жаңағы осы айтылған заводтардан бөлек тағы да қосымша заводтар, жобалар шығып жатса, яғни Қазақстан мүмкіншілігі немесе басқа шетелдік инвесторлар келіп жатса, негізі ол мүмкін деп ойлаймын. Ол негізі қазір келесі айналысып, яғни этап кезең-кезеңмен болатын нәрсе. Және де басқа жергілікті шын айтқан кезде шағын негізі өндірушілер бар. Олар да жобаға қатысып, мысалы кішкене үлкен заводтар салынып жатыр қазір, немесе жобасы дайындалып жатыр. Егер белгілі бір бағалары, жақсы бағалар алынып жатса, бағаларды олар негізі келісімшартпен келісіп жатса, Қазақгазбен, олар жергілікті қамтамасыз етуге мысалы дайын деп ойлаймын. Яғни өзіміз де сол жобаларды көріп жүрміз. Тағы газ жобаларының тағы бір терең жағы ол газ химия ғой саласы. Газ химия кластері дамып жатыр қазір Атырау облысында, сол теңіз кен орнының айналасында. Мысалы жаңағы 550 мың тонна пропан шикізатын пайдаланып, бүгінгі өнімнің мысалы 8 түрлі маркасын игеріп жатқан полипропилен зауыты бар. Сонымен қатар ол 2025 жылы біз бірнеше қызықты подкаст жазғанбыз, қонақтарымыз да болды, осы салада маманы айта кеттік. 2024 жылы олардың хабар жөніндегі баяндауы бойынша КМГ Петрокем және ТШ арасында Атырау облысында газды сұрыптау қондырғысын жылына 9 миллиард текше метр газды осы бағытқа құрғақ газды жеткізу туралы келісім жасалды. Бұл қосымша осыған. Ол жерде полиэтилен зауыты бар, тағы да оған қарсы бутадин зауыты бар. Жалпы дамып жатыр дегенім ғой, бұл сала дамып жатыр, дамый берсін. Бірақ бұл жерде өзінің балансы бар да. Газды егер химияға жіберсек, онда ішкі нарыққа газ азаяды, ал химияға жібермесек, онда біздің терең жаңағы өнімі бағалы заттарда да азаяды деген. Полипропилен, полиэтилен ол да маңызды, негізі бағасы бәлкім жоғары болады келешекте, қазір де аз емес. Жалпы осы қарастыруда сіздің ойынша мұнай-газ химиясы тағы да қандай бағыттарды қоса алады осы салада? Мысалы, теңіз кен орнында айналып жатыр ғой қазір. Ал басқа да жобалар арасында осындай бір кластер дамуы мүмкін бе сіздің ойынша келешекте? Енді қараңыз, бұл жерде мәселенің екі жағы бар. Бірінші, сіз айтып отқандай, бізде газ өзімізге жетіспеушілік. Екінші мәселе, біз газды жергілікті өндіріс орындармен халыққа қамтамасыз етудің орнына біз өңдеуге жіберіп жатырмыз. Ол дұрыс па деген мәселе. Енді қараңыз, теңіз кен орнында біздер және Қарашығанақта бізде үлкен көлемде газ қайта айдалып жатыр. Енді сол жерде қараңыз, жартылай бұл жобалардың жаңа полиэтилен жобасы, ол KPI кәсіпорны 25 жылдан бастап қызмет етіп жатыр. Олардың енді нәтижесін сіз айтып өттіңіз. Жақсы. Одан кейін жаңағы полиэтилен зауыты бар қазір, 29 жылы қосылады деген. Бутадин зауыты тағы да дайындалып жатқан. Және КМГ Петрокемнің жасап жатқан жобалары бар. Тоже 29 жылдың маңайында 30 жылдары қосылады деген. Бұлар енді қарап отырсаңыз, негізі бір жағынан біз газ импортынан тәуелді болып жатқан кезде қалай бұл жобаларды пайдаланып жатырмыз деген. Енді бұл жерде көбінесе біздің қарағанымыз, біздер газда, жаңағы ілеспе газда ішінде құрамында метан болады. Метанмен қосқан этан, пропан, соған байланысты негізді. Яғни біздер көбінесе қазір Қазақстан жаңағы этан, пропан, бутан сияқты бөліктерін өңдеп жатырмыз. Себебі енді бұл жерде біз түсінетіміз, газдың көлемі азаяды, бірақ оның құрамындағы этан, пропан, бутан сияқты нелерді, қоспаларды біз алып, оларды газохимияға жіберіп жатырмыз. Олардан дайын біз өнім шығарып жатырмыз. Бұл деген бөлек нәрсе. Бірақ метанның, яғни жаңағы біздің табиғи газдың, метанның дайын тауарлық газдың көлемі сәл азайғанмен, бірақ ол жергілікті қамтуға, яғни жергілікті нарыққа жіберіледі. Бұл жерде енді бірақ бұл жерде қараңыз, біздер әлі үлкен әлеует бар. Жаңа мен айтқандай, Қарашығанақтың
газын біз әлі газохимияға ештеңе пайдаланып жатқан жоқпыз. Бұл газохимиялық өндірістерде шын айтқан кезде 500 мыңнан астам, 2000-нан астам қазір жұмыс қамтамасыз етілген адамдар. Мен өзім негізі АНПЗ-да, одан кейін KPI-да болдым. Яғни АНПЗ-ның кезіндегі мықты нелері, мамандары сол KPI өндірісіне кеткен, және KPI ол бір серпіліс бергенде өңірге. Бұл өте бір жақсы бір жоба ретінде. Енді қараңыз, одан кейін Атыраудың жаңағы СЭЗ дейді, экономикалық аймақта мысалы басқа да жобалар шықса, тек қана неге халықаралық жобаларға қатысты емес, жеке Қазмұнайгаздың немесе жеке инвестордың ақшасына салынған жобалар келсе, оларға көптеген жұмыс орындары ашылады. Яғни бұл жерде оны ұмытпауымыз керек. Екінші мәселе, бұл жерде енді оның барлығы газ өңдеу зауытына, яғни газ өңдеу зауытының салынуына тәуелді. Сондықтан жаңағы біздің жобалар, жаңа 1 миллиард болсын, 2,5, 5 миллиард болсын, осы зауыттарды дамыту тоқтамау керек. Ол тезірек мемлекет оған күш салып, тезірек оған шешім қабылдап, айтқан кезде инвесторлардың бүкіл жағдайын жасап, сол жобаларды алдыға естуіміз керек. Себебі егер біздер ол жобаларды қазір тоқтатсақ, немесе ұзақ созып жүріп алсақ, біздер яғни жаңағы бір моментті жіберіп аламыз. Сол мәселе бар. Енді өзіңіз жеке тұлғаңызға келсек, Данияр мырза, қазір таңда сіз жоба менеджері қызметін атқарып келесіз. Сіздің ойынша жалпы жаңа жас мамандарға, студенттерге қандай бір бағыт беру мақсатында да қандай қасиеттер мен дағдылар дамыту ең маңызды? Енді мен жоба үлкен жобалардың менеджері, яғни инженеринг саласында жоба менеджері ретінде айтайын деген, енді ең бірінші әрине бұл техникалық білім керек. Техникалық білім ол міндетті түрде, яғни көп о жағынан мықты болу керек. Бірақ жоба менеджер ретінде мен ең бірінші бұл жүйелік ойлау деп айтар едім, system thinking. Яғни тек қана емес, бүкіл жобаны көре білу. Яғни мен осыған дейінгі оператор компанияда жұмыс істегенім, жаңа сервистік компанияда жұмыс істегенім, және одан кейін консалтинг саласында жұмыс істегенім, әртүрлі проекттерім бұл көмегі тиді маған. Сондықтан енді айтайын деген, бірінші егер мүмкіндік болса, жас мамандарға неден әртүрлі жобаларға қатысып, көзбен көріп, сол жобаларды түсініп, қандай ірі жобаларды мысалы қалай аяғында қалай ірі жобалар тапсырылады, ірі жобалар қалай іске қосылады, сол жағын бәрін түсініп, содан кейін барып жобаларға қатысса, немесе параллельно соларды көрсе, негізі жақсы болады. Одан кейін енді үлкен бір мәселе бұл адамдармен жұмыс жасай білу. Өйткені жоба менеджер ретінде енді адамдарды жақсы түсіну, одан кейін енді жалғыз жұмыс істей алмайды ғой. Сондықтан үлкен мультидисциплинарды командалармен соларда жұмыс істейді. Оның ішінде тапсырыс беруші, яғни оператор компания болуы мүмкін, EPC компания, басқа жеткізуші, вендорлар бар, әртүрлі компаниялар. Солармен бірге қалай жұмыс істеу керек, соның бәрін білу керек. Енді айтқандай, оның ішінде инженерлік түсінік, бұл енді әрине инженерлік түсінік керек. Өйткені басында көп жоба менеджерлері басынан бастап жоба менеджер болмайды. Ол үшін басқа бір дисциплинадан бастайды. Сол дисциплинадан өсіп, кейін жоба менеджеріне шығады. Енді тағы бір қасиет бұл жауапкершілік, яғни жауапкершілікке дайын болу керек. Бүкіл барлық ақпарат болмағанның болмаса да белгілі бір жауапкершілікті алып, шешім қабылдап, сол шешімге тұруға, сол шешімді толығымен аяғына жеткізу, яғни бір көмекте. Енді ең соңғы мәселесі, ең соңғы бір ұсыныс, бұл енді үздіксіз оқу. Өйткені қазір білесіз, әртүрлі әдістемелер, жасанды интеллект дамып келе жатыр. Жаңа әдістер бар. Біз енді маған көп көмегі тиген жаңа консалтинг саласында шетелдік жобаларға қатысу.
сол жобалардың сол жердегі алынған тәжірибелерді Қазақстанға енгізу болды. Сол жағынан маған бір көмегі тиді. Hard skill бар, soft skill бар. Сіз енді өзімде сізде көптеген мұнай саласына мамандары техникалық неден бастайды, маман ретінде бастайды техникалық. Уақыты өте келе T-shape дейді ғой, бірінші техникалық жәндегі терең дамиды, сосын барып жаңағы горизонтальный даму бастайды. Басқа да жаңағы жоба дедіңіз ғой, яғни бір саладан көтеріліп, одан кейін жобаның жаңағы басында жауапкершілік алады. Күрделірек қайсы? Hard skill ма, soft skill ма? Енді біздер техникалық міндеттер, техникалық мәселелер енді әдетте ол нақты өлшенетін, оны бір айтуға болады да, оны жаңағы сіз айтқандай, оның бір жауабы болады. Яғни hard skills болсын, или бір мәселелер болсын, олар шешіледі. Яғни оны ол бар немесе жоқ, яғни белгілі бір мөлшермен айтуға болады да, стандарттармен, инженерлік шешіммен. Бірақ жаңағы басқарушылық немесе жаңағы адами қасиеттер, soft skillстар, олар енді қиынырақ. Себебі ол жаңағы адамдармен жұмыс істеу, жаңағы әртүрлі тараптардың мүддесін белгілі бір белгісіздіктер арқылы істеу. Сондықтан ол жерде soft skills мысалы қиындау болады. Яғни мен байқаймын, көбінесе инженерлер soft skills жағынан қиындау болады дамыту. Сондықтан енді техникалық hard skills ол болу керек, ол міндетті түрде, ол жағынан бірінші. Онсыз болмайды. Енді ол жерде енді өзінің адамның несіне байланысты, табиғатына байланысты, жаңа soft skillsты дамытса, яғни адамдармен қарым-қатынас, басқа да коммуникация жағын дамыту арқылы, осы жобаға, ол енді бір жылда болмайды, соны дамыту арқылы ол өзінің орнын табады деп ойлаймын жобада. Яғни жаңа адамдар келіп жатса, соған мән беру керек. Оған айта кетерім, яғни техникалық жағынан мықты болса, soft skills жағынан дамытуға, коммуникация жағын дамытуға, адамдармен қарым-қатынас жағына адамдар, мамандар соған көңіл бөлсе екен деп ойлаймын. Сіз енді бірінші күрделі жобада қаншама ішінде болдыңыз? Сол жаңағы топтың басында болған кезде, мұнда мысалы экономист бар, мұнда финансист, ана жерде заңгер бар, ана жерде инженер бар, геолог бар. Соларды өзіңіз тәжірибеден қалай басқардыңыз? Енді мультидисциплинарды топтарды басқарған кезде белгілі бір қағидатты негізге алдым. Бұл енді тәжірибемен келеді деп ойлаймын. Ең бірінші бұл рөлдер мен жауапкершіліктерді бастапқыда анық қою керек. Әр қатысушыға тек өзімен міндетін ғана емес, оның басқа да дисциплиналардың міндеттерін қалай байланысатынын түсіну керек. Яғни топтарды қалай, яғни эксперттерді қалай таңдау керек, олар қалай не істеу керек, оны басынан бастап айқын қою керек. Әйтпесе жоба кезінде белгілі мәселелер туы мүмкін. Екінші мәселе ол енді жобада қатысушы адамдармен тұрақты түрде кеңестер өткізу. Бұл өзінің дисциплинасы бойынша алшақтықты уақытылы анықтауға, мысалы қандай нелер болып жатыр, сәйкес мерзімге сәйкес өткізбей жатуы мүмкін, белгілі бір артта қалулықтар болуы мүмкін. Соларды ертерек айқындау, сөйлесу, оларды қалай шешу. Өйткені техникалық мәселелер, олардың мысалы үлкен бір мәселелерге келмей тұрып, оларды айқындап бірлесіп шешуге болады. Яғни жаңағы әртүрлі дисциплинадағы адамдар бір-бірімен жұмыс істеген кезде кеңесіп отырып, бір-бірімен егер кеңеспесе, әртүрлі байқаймыз біз, мысалы әртүрлі жақын кабинеттер жақын болса да, кейбір адамдар имейл арқылы жұмыс істейді, немесе бір-біріне служебный записка жібереді. Оның орнына бір келіп сөйлесіп мәселелерді тез шешуге болады. Одан кейін енді басынан бастап жобаның бір қиындылығы, ол барлық тараптарды, яғни стейкхолдерлар дейді, тапсырыс алушы бар, мердігер бар, өкілетті органдар бар, барлықтарының тарапын басынан бастап дұрыстап басқару, олармен дұрыс қарым-қатынас жасау,
интерфейстерді дұрыстап ұстау. Сол мәселелерде енді біз жоғары мән бердік сол мәселелерді. Енді ұлттық компания болғандықтан бізде министр энергетика министрлігі бар, басқа да министрлер бар, жергілікті атқарушы органдар бар, мысалы қай жерде проект жоба қай жерде болғанына байланысты солармен жұмысты басынан бастап жақсылап ұйымдастыру, сол мәселелер болып бізде. О бастан дейсіз ғой бәрі. Бас қалай болса ары қарай солай болады дегендей. Қазіргі жас мамандар үшін ірі халықаралық мұнай-газ компаниясында жұмыс істегісі келеді, мысалы істеуді армандайтын болсам, сіз оған ең алдымен неге көңіл бөлуді кеңес берер едіңіз? Техникалық жағынан ба, ағылшын тіліне ма, басқарушы ма, немесе қазір AI дей ма, тағы да жәндегі дата сайентист дейді. Жалпы оларға нені кеңес берер едіңіз? Енді жас мамандар шетелдік компания болсын, жергілікті компания болсын жұмысқа келерде, яғни қазір ағылшын тілі, одан кейін жасанды интеллекті білу, ол енді былай болса техникалық білімі болу деген бұл міндетті нәрсе. Қазір шын айтқан кезде оған айтпаса да белгілі, бірақ одан кейін енді шама жетсе ертерек халықаралық жобаларға, одан кейін стандарттарға, жаңағы әдебиеттерге, шетелдік серіктестермен коммуникация жасау, сондайларға негізі қатысып ертерек тәжірибе жинау бұл маңызды деп ойлаймын. Өйткені басқарушы дағдылар, одан кейін жауапкершілік, оқуға дайындық, командада жұмыс істей білу және қасиеттер ол уақыт өтеді, тәжірибе арқылы жинақталады да, бірақ олардың негізі жаңа мансап жасау дейді, карьера дейді, алғашқы қадамдарынан қаланғаны жөнді. Сондықтан енді сондай кеңес берер едім негізі. Осы бағытта бір ақпаратпен бөліскім келеді біздің сұхбатымызда. Адами дамиды ғой, жаңа HR, Human Capital Development дейді, адами капиталды дамыту бойынша ірі халықаралық компания болсын, ұлттық компания болсын, көптеген компаниялар бұл салада көп көңіл бөледі. Бірақ енді көңіл бөледі деп айту бірақ сан жағынан қанша бөледі, қанша ақша құйды. Соның мен жаңағы интернеттен білетін бір, мысалы ең үлкен компания Tengizchevroil'дің $137 миллион бөлгені осы күнге дейін. Соны айта кеткен дұрыс. Бәлкім басқа компанияларында осы салада қанша ақша бөлгені айта кетсе, салыстырмалы түрде білеміз да. Мысалы әр компанияның бұл салада көңіл бөлу жас мамандарға. Енді бір соңғы бір сұрағым бар сізге, Данияр мырза. Осымен тамамдайық сұхбатты. Өте шыны керек, бұл салада мен бәлкім көп нәрсе үйрендім. FIT болсын, EPC болсын жәндегі. 20 жылдық тәжірибеңіз бар қазір. 20 жылға жуық жақындап келеді. 20 жыл сізге артқа қарай шегінетін болсаңыз, нені өзгертер едіңіз өміріңізде? Тосын сұрақ болды сізге деп қойын. Бұл енді стандартты сұрақ негізі. Енді көбінесе адамдар айтып жатады, ештеңені өзгертпеймін, ештеңені қаламаймын, осылай бола берсін деп енді жауап береді адамдар. Бірақ енді мен айтайын дегенім, жас маман ретінде, мысалы, қайтадан 20 жылға қайта келсек, енді көбінесе ертерек мен айтар едім, Қазақстанның мүддесін қорғап, өйткені 10 жылдай мен шетелдік компанияда істеппін. Ертерек Қазақстанның мүддесін қорғап, яғни қазақстандық компанияға ертерек ауысып кетуге дұрыс болар еді деп ойлаймын. Енді бірақ ерте кеш мен Қазақстан КМГ инжиниринг компаниясына ауыстым. Себебі консалтингта, басқа да салада жинаған тәжірибемді пайдалануға жақсы мүмкіндік болды. Жобаларға атсалысу жағынан. Сондықтан енді тек қана осы мәселе шығар. Жергілікті қамтуды дамыту, одан кейін инжиниринг саласын дамыту, біздің Қазақстанның әлеуетін арттыру, экономика арттыру мәселесі бойынша ертерек атсалысып бастауға неғұрлым негізі сондай кеңес берер едім, негізі қайтадан келсем. Септігін тигізу осы салада ертерек. Көп рахмет. Осындай ел жанды, елін ойлайтын
осындай ұлттық мүддені жаңағы көп барынша өз білімі мен тәжірибесін қолдану тырысатын азаматтарымыз көбейсін деп тілейміз. Данияр мырза, келгеніңіз үшін көп рахмет біздің сұхбатымызға. Неғұрлым жаңа тақырыптар болып жатса, осындай қызықты мәселелерді талқылауға дайынбыз. Шақыруыңызға рахмет, сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Тағы да күтеміз, Данияр мырза. Жақсы. Аман болайық. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.